Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, ham sessiya qatnashchilari. Bugungi sessiyamizga Xalq deputatlar qo'shalari kengesining 25 deputatdan 23 deputat qatnashmoqda. Sondan shu onlayn qatnashib o'tib sessiyamizga rayon hokimi, o'rinbosarlari, tegishli mehkama korxona boshliqlari hamda G'alaba xabar qurollari vakillari qatnashmoqda. Hurmatli deputatlar, Xalq deputatlar qo'shalari kengesining 23-sessiyasi ochilsin degan usunis bor. Usunisni ma'qullansin degan deputatlardan da'vos berilganini so'rayman. Usunis ma'qul, razı, qarshi bir taraf yo'q. Sessiyani ochiq deb jaralaymiz. Rahmat. Прыгаешь. Hurmatli deputatlar, sessiya majlisini bayonlashtirish uchun sessiya xatkerini saylab olishimiz kerak. Sessiya xatkeri etib 19-kolab saylov okrugidan deputat Jaxsibayeva Xurlimon Qadirbayevdan saylansin degan usunuslar bor. Boshqa usunuslar bormi? Yo'q bo'lsa, Jaxsibayeva Xurlimon Qadirbayevdan sessiya xatkeri etib saylansin degan deputatlardan da'vos berilishini so'rayman. Razı, qarshi bir taraf yo'q. Rahmat. Usunus ma'qullandi. Sessiya xatkerining o'z жұмысын boshlaganini so'rayman. Rahmat. Hurmatli sessiya qatnashuvchilari, sessiya kun tartibidan tasdiqlanmasdan oldin reglamentni bir eslatib o'tsam, bunda tekrarga so'zlovchilar uchun 5-10 minut, so'rov-javoblarga 3-5 minut, qo'shimcha so'zga chiquvchilarga 2-3 minut vaqt beriladi. Hurmatli deputatlar, reglamentga muvofiq sessiyamizning kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibida to'mindagi masalalar usunilgan. Birinchi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining Avur mahallalarda kompleksi rivojlantiruv бағдарламаларын tasdiqlау haqidagi 2026 yil 6 mart kungi 617 sonli prezident qarorining o'rinlanuvini ta'minlash haqida. Ikkinchi masala, infrastruktura ham sotsial
тұрақтылық қоры есебінен қаржы ажырату хақында. Үшінші мәселе. 2026 бірінші ширек davomida Xo'jayli rayonidagi murojaatlar meni issesу holati haqida. Төртінші мәселе. Xo'jayli rayoni аймағындағы айрықша жағдайлардың алдын алу бағдарында 2026 жыл бірінші ширек davomida amalga ashirilgan жұмыстар haqында. Бесінші мәселе. Xo'jayli rayoni бойынша 2026 жыл вегетация дәуірінде суғару жұмыстарының үшін ажыратылған су лимитін tasdiqlау haqында. Алтыншы мәселе. 2026 3 ай davomida республикалық рухи ағартушылыққа орай Xo'jayli райлық бөлімі тарапынан amalga ashirilib жатырған жұмыстар есебін тыңлау haqында. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қандай ұсыныс бар? Күн тәртібіндегі мәселелер ұсыныс болмаса, дауыс берулеріңізді сұраймын. Разы, қарсы бейтарап жоқ. Күн тәртібі tasdiqlanды. Рахмет. Құрметті депутаттар һәм сессия қатысушылары, рұқсат етсеңіз, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға өтсек. Қаралпақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің ауыр мәселелерді комплексті ролжандыру бағдарламасын tasdiqlау haqындағы 2026 март күні 617 санды президент қарарының орындалуын тәмінлеу haqында. Сөз Xo'jayli районы әкімінің бірінші орынбасары, районлық экономика һәм қаржы бөлімі бастығы Құдайберген Қуат Қалбековичке. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Ауыр мәселелер комплексті ролжандыру бағдарламасын tasdiqlау haqында Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 бесінші февралдағы 2026 аймақтарда жаңа және кадрлар жасалған халықтың дарымын арттыру, тұрақты құрылымын жарату, қамбалы шағын нәзараттағы қаттылық салу Қарамақстан Республикасы ауыр мәселелер комплексті ролжандыру бағдарламасын tasdiqlау haqындағы екінші мақаланы ұсынып, 6 март күні 617 санды президент қарарының болды. Xo'jayli rayonындағы ауыл тайпадағы махаллелерді, яғни Аманкөл, Көкжетау, Құлан, Сарышүңгір, Саманкөл, Көлязқан, Күнмұрын махаллелердің жаңа Өзбекстан тайпасына өзгерту хақында іс-шаралар дәстүрінде белгіленген. Құрметті депутаттар, жоғарыда қарап талаптарына келіп шығып, районның ауыл тайпадағы махаллелерді, яғни жаңа Өзбекстан тайпасынан өзгерту бойынша іс-шаралар дәстүрінде белгіленген вазифаларды орындалуын тәмінлеу мақсатында әрбір махаллеге 200 миллион сомнан жаңа 1 миллиард 400 миллион сом қаржы районның жергілікті бюджетінің бірінші ширек дараматына нәтижесі артық орналасу бөлігі есебінен Қарамақстан Республикасы Министрлер Кеңесі жанындағы ауыл махалле қорынан ажырату бойынша шешім tasdiqlanды. Bayraşça sorular var mı? Bayraşça sorular жоқ болса, онда шешім жобалары tasdiqlansın деген депутаттардан дауыс берулерін сұраймын. Рахмет. Разы, қарсы бейтарап жоқ. Рахмет. Құрметті депутаттар һәм сессия қатысушылары, рұқсат етсеңіз, күн тәртібіндегі екінші мәселені қарауға өтсек, инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры есебінен қаржы ажырату хақында. Сөз Xo'jayli районы әкімінің орынбасары Қалмұрат Қалилан Бақтияровичке. Ассалаумағалейкум, Жеңіс Мұратович. Ассалаумағалейкум, Қожа Мұратович, құрметті депутаттар, сессия қатысушылары. 2026 жылы Саманкөл ауыл құрылымы аймағындағы құрылым тарапынан аңқыл жастар тарапынан орнатылып келісті. Яғни сол аймақтағы 36 мектептің спорт зал жолдары, бұл жерде кіші футбол майданшасын жолдары есебінен құрып беру бойынша орнатылып келісті. Мұнда төменген қалды. Қайтқанда ол аймақта жақын береді, яғни радиусты 7 км радиуста бұл жерде футбол майданшасы жолдары ол майданшалардың барлығынан жеке меншік, яғни бұл сақталған қалада сол жерге жазылу бойынша мұражат үйреніп шықтық һәм район аймағымыздағы өздеріміздің хакимиет палатасында бос тұрған газонлар үйреніліп, сол шекарада Томск аймағындағы қазіргі уақытта Томск қала теңізінде бірнеше газон барлығы, яғни 3 газон барлығы, соның біреуі
Osturmanın sebebiyle sol gazozda bize bu Samandırlık аймағында болғанымыз мектепке жаңа қайталанған конструкция қылып істеп беру мәселесі шықты. Сол бекарда 16 саналы мектепке құрылыс аймағында газоз көшіріп орнатып беру үшін талап етіліп тұрған 290 миллион қаржыны инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры есебінен қаржыландырылуын тәсіптеп сұраған. Bayinatçı sorular var mı? Marhamat. Elbette Samanköl Avukaralar Jim'den 2 mektep vardı, uzak hudut rayonumuzdan da. Bir o 60 mektep olsa bir o 42. mektep. Yakında deputatlık neydi? Daniyar'ın kengesi Daniyar'ın var 42. mektepte yönelip tap usunday жағдай көрілді. Ол жерде de sport zалы жоқ. Балалардың спортқа болған шаңқақлығы дейміз ғой, күшті. Районымыздың аймағынан ұзақта да тәктірім өсіреді. Ендегі ережелерімізге 42 мектепте де газон құрылған ямаса спорт залы құруды ережелестірсек. Рахмет. Bayançıға қосымша sorular var mı және? Так, bayançı sorular жоқ болса, онда шешім жою барлар тәсdiqlanсын деген депутаттардан дауыс беруіңізді сұраймын. Мархамат. Разы, қарсы бейтарап жоқ. Рахмет. Осы мәселе бойынша және инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры есебінен қаржы ажырату hakkınдағы мәселе бойынша және бір баянатшымыз бар. Так, hakkınдағы кейінгі сөз Халық депутаттар қожалық кеңесінің депутаты Тәжімұрат Айбек Юлдашевичке. Мархамат. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiya katılımcıları. Rayonumuzдағы Парваз Махан Бұқаралар жиыны аймағындағы Табанжақ көшесіндегі жайғасқан трансформатордың ескілігі һәм қуаттылығы жетпеу себепті тез электр энергиясында үздіксіз болып аталғаны бойынша аймақ тұрғындарының мұражаттары шекарында тиісті тарау панельдерімен үйренуді алып барды. Бұл үйренуді жұмағынан көрі трансформатордың ескілігі һәм қазіргі күнде оған түсіп артылған қуаттылық басымын көтере алмай анықталды. Тиісті тарау панельдерімен үйренудің нәтижесінде көріп, бұл трансформаторды жаңадан алмастыру дәруретілігі бойынша жұмаққа келеді. Жоғарыдағы инновациялық халда бұл трансформаторды жаңалау үшін талап етілетін 200 миллион сом қаржысы инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры есебінен ажырату бойынша ұсынысты мақұлдау беруіңізді сұрамын. Мархамат, баянатшыға sorular var mı? Баянатшыға sorular жоқ болатын болса, шешім жою барлар тәсdiqlanсын деген депутаттардан дауыс берулеріңізді сұраймын. Мархамат. Разы, қарсы бейтарап жоқ. Рахмет. Құрметті депутаттар һәм сессия қатынасушылары, күн тәртібіндегі үшінші мәселені қарауға өтеміз. 2026 бірінші рет davomida Qo'shayli rayonida murojaatlar bilan iste'su holati haqida so'z Qo'shayli rayoni hokimining bosh qanigasi Atajan O'tkir Saborovichga. Marhamat.
февраль күні 60 салық қарағаны 2020 май күні салық қарағаны сондай 2020 күні салық қарағаны бірінші шерек Рахмет. Баянатшыға сұраулар бар ма? Рахмет. Азыр айтып отырмыз қаражаттар бойынша көбірек қайсы сақалдарға қаражаттар көбірек бойынша малымат беріп берсеңіз. Bizler 2024 жылдарды анализ қылғанымызда балалардың нәпақасы тәжірибе бойынша басым кеткен болады. Бұл бойынша алимент бойынша да бар, мұражаттан үш тарау бойынша азыр алимент бойынша біздер районның мәжбүри орын бюросымен коммуналдық сарапшылармен бірге сол алимент төлеушілер солардың қарыздарын сандастыру сол арқылы мұражаттарды кеңейту несі атқарылады. Мысалы біргендік кестесі үш мекеме біргендікте Қосымша сұраулар бар ма? Мақсат берсеңіз, мұражат мәселесі бұл бүгінгі күнде жүзі ахметке ие болып тұрды. Азыр біздер районымыз мұражатлардың, ол мұражат келіп түсуі мүмкін, ол көріп шығуы мүмкін, бірақ қазір құрметті президентіміз сондай бізге вазифа берілген нәрсе басшыларға, ол әрекет қылатын район көлемінде, республика көлемінде, мемлекет көлемінде. Білесіз, халық қабылханасы бұл қайта шөлкемлестірілді. Бұндағы үлкен вазифа берген президентіміздің тапсырмасына көшіп, әрбір басшылардың функциялары қайтадан көріп шығады. Вертикал система жолға қойылып жатыр қайтадан. Интернет тармақтарынан көріп отырған болуыңыз мүмкін өздеріңіз. Осы бұның ітібары, бұл халық қабылханасына деген ітібар қайтадан ең күн тәртібіндегі басты бағдарлардың біріне шықты. Район халық қабылханалары бастықтары өзгерді, білесіз, оның орнында район хакімдерінің жәмиеттік тигарды біздердің халық қабылханасының бастығы қылды. Енді қазір бұл халық қабылханасының меңгерушісі лауазымына кандидаттар көп шығып жатыр, білесіз, біздердің 3-4 кандидатуралар көп шығып жатыр. Кім болады оны өздері сәуетінен тиісті басқыштардың өткеніне белгілі болады. Енді кім болуына қарамастан бәрі біздер депутаттардан мекемелер әмне бірге мұражатлармен қатты істесіп болады. Хабарспор жоғары кеңес бастығы Орынбай Төлеубаевич Көкшетау районына үлкен уақытты өз қолға алып, сөзге әр 5 күн келіп, ең бірінші жұмысты мұражаттан басталады. Қайсы кархана мекеме қандай шешіп жатыр? Көріп шығылуы мүмкін, көріп шығылып, бұқараға болмайды, қанағаттандырмайды, сіздің мұражатыңыз жаңағыдай қайырқомдар табылуы шешіледі деген жауаппен шешіліп қалуы болмайды. Тек ұнамлы дәрежеде жауап етуді, ұнамлы қанағаттандырып беріңіз мұражат деген талап қойылған. Тек район көлемінде емес, республика көлеміндегі басшыларға да бұны бөліп беріп жатыр. Әрмен өзінің тарауына қарап. Соның үшін біздердің жұмысымызды біреу келіп істеп беруге шарт емес.
Biz өзlerimiz істеуіміз керек болады. Көріп шығуымыз керек, істеп шығуымыз керек, қайта қарауымыз керек. Bundan тысқары, біздерде сондай қалыптасқан халқымызда да арасында сондай қараларымыз да жоқ емес. Өзінің үй жағдайы, үйіне кіріп тұрған адамдар әмбесі жақсы. Ол платформаға кірмей, комбағалық реестрінде жоқ, кем кәмеленген шаңырақтар қатарына кірмейді, бірақ соған қарамастан мына қоңырсының шифрын істеп беріп отқан болса, не білейік, және 4-5 қоңырсы келіп, ең шифрын істеп беріп, ең тамынан су кетіп жатыр, үйіне су кетіп жатыр деген мұражат саны жүзден кесіп көбейіп кетті. Міне бұны өткірдің айтуымыз керек еді. Егер жауап сұрау жүрміз, бұны айтуымыз керек. Сіздер атқару интизамы бойынша неше тапсырма бұларды қай орынын айтты. Мұражатларды айтуымыз керек. Сіздің қолыңызға тастап беріп қойдыңыз. Қолыңызда бар, анализі бар. Өзің маған беріп отырсаң, қайсы мекемелер істемей шешпей жатыр. Сол мекеме басшыларын беруге шақыру керек еді тәрбиесі. Бір 100-ден жан мекеме басшысы бар, мысалы, таза құрлық дейміз, ректор дейміз, газ дейміз, мысалға, медицина бірлестігі дейміз. Олар сәнбе районымызда әрекет етіп тұрған халықпен тығыз істейтін мекемелер беріліп, шақыру керек еді, сөйтіп, отчет беруім керек еді олардың алдына. Істемей жатқан мекемелердің әңгімесін екі ортаға шығарып, сұрауымыз керек еді біз депутаттар. Депутаттарым отырып, қалай неге істемейсіздер? Бұлар күйіп жүргені бар ішіне. Депутаттық сұрау берген, сұрауның жауап жоқ, нәтиже жоқ. Рұқсат десең, дәстүрге кіргізгенбіз дейді, дәстүрдің анық есеп кітабы жоқ, үдеті жоқ. Бұл не бұл таярлықсыз, сессияға бүтін халыққа сондай есеп беруге болады. Сіз беруге күн тәртібінде айтып қойсыз неге 2026 жыл бірінші ширегінде орында, Көкшетау районында мұражаттар мәселесі қалады. Сіз мұражатты айтпадыңыз, мысалы. Қайсы мекеме қандай жұмыс істеп жатқанын айтпадыңыз. Айтқанменен интернетке кірсе кіріп отырды, айырылмай басқасы кірмей отыр. Bu yerге неге шақырмайсыз? Bu yerде секретариат. Неге мекемелер шақырмайсыз? Күн тәртібіне байланысты мәселелер қойған екенсіз. 200 мекемені шақырмайсыз. Не үшін олар bu yerде депутаттарымыздың алдында түсіндіріп беру керек? Құлы жоқ па, имканияты жоқ па, уақыты жоқ па? Міне соның себебінен bu yerде азыр мұражатлар саны кескен көбейіп барады. Халқымыздың хақлы, дұрыс, олардың наразылықтары тек шығып жатыр, айырым тараулар. Кейінде туысын айту керек. Район хакім болсам, сол хакім болып тұрып, кейінде газдың бастығына, электр тәмелеу кархананың бастығына, судың бастығына, мынаны барып істеп беру керек, кейінде сондай жалынып барады басшылар. Onun için bu kısmın berген жауабын қанатламаса деп тұрмыз керек. Неге су қалқымына сөйлетіп болады? Қалай түсінуіңіз керек сіздің исабатқа депутаттар сізді ойыншық? Қандай тапсырма берді сіз? Район хакімдігінің мұражатлармен істесу, атқару интизам бойынша істесу, басқа несі болсаңыз сіз. Сондай депутаттарға жоқ исабат беремін. Дұрыс ағаларды тыңдап отырып, қарап отырып. Қайсылар өзі бізде жұмыс істемей жатырмыз деп айтып жатыр. Қане бар ма сіздің исабаты? Мен маған беріп қойғаныңызда ешсізге не жоқ. Мұражат саны жоқ неге? Әзіл Бақтиярович. Бұл не ахуал бұл? Болғанымен мұражат бойынша бұл кісінің құрметті депутаттарымызға исабаты? Сіздерге берген мағлұмат, оны сонда сіздердің қайсы барасыз? Кім қандай мағлұмат берсе, соны жұтып жіберіп отыра бересіз бе? Мен түсінбедім. Қандай мағлұмат берсе, сіз соны жұтып жіберіп отыра бересіз бе? Сіз анализ қылмайсыз ба? Анализ жұмысы. Мынау ма анализ сонда? Мұражаттың ішінде бір мұражат жоқ қой мынаның ішінде? Сіз сөйлең. Мұражат жоқ қой мынаның ішінде? Bu yerде күн тәртібінде сізге кеңес бастығы айтты ғой, мұражатлар 3-ші ширек давамында, 1-ші ширек давамында, 3 ай давамында істеген мұражатлардың анализі. Сізден ойыншық көресіз бе? Міне мұражатта күн тәртібі тасқалдық қой неге әлі. Сіз айтуыңыз керек еді соғында, мына Айыз Бақтиярович айту керек. Бұл атқару тәртібі болатын болса, оны bu yerде мекеменің бәрін шақыру керек. Жоқ қой берді, депутаттарға сен атқаруының керек ма? Бізге керек емес. Бізге атқару интизамы керек емес, біз бұлар хакіметтік істемейді депутаттар.
Халықтың қызметіндегі инсандар. Біздер атқару заң мекеменің емес пе? Хакиметтің емес пе? Не үшін мұражат дейсің ол? Ekrem ağa бұлардың мәселесін қайтадан бір көпшіл мұражат емес бұл. Бұл мұражат жоқ бұның ішінде ешқандай баянатында да, исабатында да, қарарда да жоқ. Атқару заңсыз бүйірге депутаттарға қоймауға мәселе. Күн тәртібіне сіз кіргізген уақытта мысалға кім? Айыз Бақтияров. Ekrem ағаға айтымыз керек еді. Бүйірді қолыңа баянат исабатын беріп қойған болсын предварительно. Депутаттардан қолында бар. Атқару заң бар, бұның ішінде мұражат жоқ. Сенің күн тәртібінде мұражат етіп қойсаң. Кімді алдап отырсыңдар сіздер? Түсіндіріп беріңіз, атқару заң не үшін керек? Құрметті депутаттарға, қандай өзім сегіз тапсырмай уақытында шешілмеген деп айтып қойсаң оны мысалы. Исабат беруші, исабат болу қандай тапсырмалар орынламады? Қандай тапсырмалар орынламады? Кім орынламады? Кім орынламады? Яшын кім орынламады? Просто сан жазып қойсаңыз беру. 15 тапсырмада 8 тапсырма орынланды, 7 тапсырма орынлау барысында да міндет кешіктіріп орынланған тапсырма жоқ деп отырсыз. Онда 8 тапсырма, 7 тапсырма не үшін орынлау барысында түрткі болады ма? Неге соны исабатын ашып көрсетпейсің? Қайсы қараулары керек? Санның не керегі бар өзі? Рақамның не керегі бар? Рақамның астында қайсы мекеме, қайсы сұрау болмаса не керегі бар? Онда неге мұражатлар деп жазасыз береді? Айыз Бақтияров. Сізге айтып жатырмыз, сізге сұрап жатырмыз. Құрметті Айыз Бақтияров, сіз жауап беріңіз. Не үшін мұражатлар деген күн тәртібіне кіреді, егер де бұл атқару заң болатын болса, сіз жауап беріңіз, қолыңызда микрофон. Келген хаттар сондай басында келген күн тәртібі сумасымен кіргізілді. Яшы, мұражат деп жазып қойыпсыз. Комиссияның ұсынысы мәселелерін түсіндіріп көргеннен кейін, алған кейін шақырған комиссия ұсынысын болған үшін. Яшы, мұражатлар келіп қосылған. Мұражатам атқару заңына кіреді. Har gün şunlarla otursun o. Neге соны депутаттарға исабат бермейсіз? Мен ұсыныс сұрасаңыз, мен білмеймін, басқа депутаттарымыз қалды, мен қанағаттандырусыз қалдырып сұраймын, бұл кісінің исабатын. Себебі даярлық жоқ, ТВ-ны қараған, қайтадан даярлансын, сөйтіп кейінгі сессияға толық обзорный комплекс етіп, сол мұражатлар болсын, атқару заңын толық шешілген уақытында міндетінде орынламаған, һәм бүгінгі күнде кешіктіріп отырған барлық мекемелер келіп берді отырсын, сессиямызда қатынассын. Ол мекеме басшыларынан беруге шақырайық. Қане құрметті судың бастығы, я құрметті электрдің бастығы, сіз неге орынламай жатырсыз? Неге мына плюс Айыз Бақтияров, сіз депутаттардың сұрауламаларына да өздеріңіз күнде пропаганда қыласыз ғой. Пәлен мекемеге сұрау жібердім, төлем мекемеге сұрау жібердім. Сол сұраудың міндеті бар шығар? Сол міндетінде неге орынламаған мекеме басшысы мына жерге шығып тұрса, ортада депутаттар сұрайсың, қане сен неге орынламай жатырсың? Егер орынламай тұрған болса, онда жауапкершілікке тартады мекеме басшылар. Лауазымның мәселесі, қалу-қамау мәселесі министрлікпен көріп шығар. Ақысы бар оның, депутаттық сұрауламаға біз екенбіз. Мұражат шешпесе, атқару заңын орынламаса не керек olur? Үш бағдар бойынша істемейді. Ондай басқа районға келген бар ма? Егер рұқсат етсеңіз, сұрады кейінгі заң жоқ бойынша кеңес сағатын өткеру әр кварталымызда белгілеу керек, 60 сағатта кеңес сағатын өткерсек, сол мәселелер бойынша, мұражат бойынша. Мен ұсынысымды айттым, Ekrem қалған ортаға додалы болып. Кеп түскен ұсыныстардан кеп шығып, мен кеңесіміздің коррупция қарсы күрес және қауіпсіздік мәселелері бойынша тұрақты комиссиясынан илтимас етілген бұл мәселені қайта комиссияда көріп шығып, қазіргі ұсыныс етілген мәселе, сынға алынған мәселелерді қайта көріп, әрбір мұражат, мысалы үшін мекемелер кесімінде алып, оның міндетінде орындалуы, һәм жаңа айтып өткенде, ұнамды шешілу мәселелерін қайта көріп шықсаңыз. Кейін шу алдымыздағы кезектегі сессияға
пұхта даярдык көрүп, бул маселени кайта коюшат. Hormatly депутатлар, ушул маселеге добуш берүүңүздү сурайм. Кайта ушул маселени кайта көрүшүү маселеси боюнча. Разы, каршы биттер. Так, hormatly каткеримизге белгилеп коюң, бул маселе турактуу комиссияда кайта көрүп чыгылады. Бүгүнкү сессиябыздын баяндамасына киргизесиз. Һәм баянатчыбыздын кийинки сессияда мына слайдлар менен я башка да бир маалыматлар менен керек болатын болса, сүрөтлөр менен, фактлар менен со неде коюп, һәм со тийиштүү мекеме башчыларынын катнашуунда өткүзсөк. Сону протоколго жазып койсоңуз. Рахмет. Hormatly депутатлар һәм сессия катнашуучулары, уруксат этсеңиз, күн тартибинде 5-нчи маселени кароого өтсөк. Кожойлу району боюнча 2026 вегетация дövrүндө сугаруу жумуштары үчүн ажыратылган суу лимитин тастыктоо хакында сөз Кожойлу району суу жеткирип берүү мамлекеттик мекемеси директору орун басары Репназар Илхам Бисенбаевичке. Мархамат. Marhamat, bayanatçıga sorular var mı? Marhamat. Fermer hocalıklarına mı yana zat hocalıklarının tamamı yerleri için ameliyatı mı? Onu tamarka yerleri temeliyet ettim olsa benim Suriyelilerin ya Suriyelileri karalardan özünün tamarka yerlerini suğarı için başından beri burası yatıpanda suğarı için. Uluma mağan kaysa bekirmege cevap verir. Bize diktatlıklar olup bekseler, koyucularımız değil eski yok. Şöyle su aparıp elersiz oldu. Su boyunca kanday özümüzün ameliye cumhurları da ameliye asırasızlar. Sizlerin vakalatınıza kiremez şöyle su aparıp. İşçiler sağlamaları kazanı olsa bize bakan önemli olsaydı bize Kocaylı rayonunda 180 panel hocalıklara kanallar bize balanslar kandı. Pazarın içinde tasarlayacak kaynak kanallar oluşuyor. 180 panel sol bize. Eğer de ameli yerden bölümü olsa bize teknikadan maydan yerden kazılı olur. Yani ayrıca Suriyelilerin kaybederleri kalsın. Buna ertesilerin hiç kaçsında da su kirli problemi olarak değil kanaldan su alıp problemi oldu. Yani nasıl çok dolarla kanal yerler su arıyorsun. Bu nasıl kemiydi? Suriyeli'ye uçması olmazsan birinci o meselenin su meselesini götürelim kaldı. İşçiler sonra kazı. Ya onlar özlenen kazadı bize sudu değil de kanaldan en jakka ağzı verseniz bu arada değil. Kazılı olsa bize yerden veremiyor.
Tezlikse oturan bir olmay kaldı o da tamarka yerlerini. Oturan bir deputatlık sorumlu iki mekemleri aradalaştırıла da başka su hocalıklarına da jiberiverdim. Görüşümüz değil, bırak izin görmedim. Sonra anlayacak derseniz. Onu bir usunus bo'ladi, onda keyin deputat so'rovimizda so'nggi suv yetkazib beruv mamlakatlik mekemesini chiqarsangiz, men hozir o'zi aytib direktor o'rinbosari amaliy jardam beramiz deb. So'ng murojaatlar tekrarlanadi. Senin sorun var. 178 milyon metre kub su miqdori ajratiladi mı? Demek açıklama. Bu kaçı davr? Vegetatsiya birinchi oktyabrda birinchi oktyabrga sho'rjuv bormi shunda yo'q mu? Yani sho'rjuv davri birinchi oktyabrdan boshlanib birinchi aprelga дейін davom etib bo'ldi. O'tgan yili qaysi vegetatsiya davrini qancha ajratiladi? 185 milyon ajratildi. Bu yil endi 7 milyon metr kub suv az, rayonda 800 hektar şalmacı vardı. Bir şalmacı yok. Şalmacı savundan ajratıldı. Az kemikli. Bir usunus bo'ladi. Keyingi misol uchun sessiyalarda hisobot berganingizda mana shu analizni kiritib ketsangiz. Misol uchun 25-yil ham 26-yil analiz. Shunda hozir so'rov tug'ildimi? O'tgan yil ko'p, qiyin emas. Sebep. Bu yerda yana keyingi sessiya bo'lsa turaqli kengash majlislarida kanallar boshqarmasi degan nesi bor? Ular Suvilli kanalga javob beradigan iler var da. Ular javobgar shaxslar bor. Solardan chaqiruv kerak, sebebi kanaldan suvni olish uchun bizlar bağımlılık paydo qilgan xalq so'rab turibdi, to'g'ri aytyapti. Agar buyoqdan kanaldan chiqib kelsa, kanaldan siz har yerdan kanal chiqib olib ketolmaydi u. Bu o'yin narsa emas, u kanal sekundda 100 kanal çekildi. 80 metr kub sekunduna 80 metr kub su ketadi. Eğer haligençe bir adam barıp ekskavatordan kazıp alsa, ol urip kete koysa, polni bu avulдун bari, su aymak suyunun bari, ne olur suyunu, kalana su urip kete mümkün. Sonra qarab жүрөдүгүн kanallar sağa başkarması деген өзүнүн mekemesi var. Şu mekemenin hem adamını berip çakırsak, projelerinin bölüklerine kurulup, sonra oylasın, hareket meselesini bize yardım versek, koyun hakimliği, bayağı infrastrukturu taraf degen fondumuzdan, ne olan bir ok salma çıkarıp versek, mesela bu tiyisli tertipte normatifleri var, onun kanaldan kalay su aladığımız. Ondan keyin su çıkarıp versek болады. Bu kalk, isteyden kalk, bırak hakikaten su verini beri almayalım. Bunda o'zimizning xalq deputatlar rayonlik kengashining agrar suv xo'jalik masalalari va ekologiya bo'yicha turaqli komissiyamiz bor. O'sha komissiyada So'yli kanalining bo'yidagi aymoqlar, misol uchun So'yli, Nurlijo'l, Navro'z, Tutsar hammasi qo'shib shu masalani bir qarab chiqsangiz-da, Rixtayeva. Shag'ala ko'l bejanidagi tamarqa masalasini, ularda ham shunday mashg'ulotlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Usunuslar bo'lgan bo'lishi mumkin. So'larni bari Bobonota ko'targan masalani so'larning ham aymoqida bir qadar ko'rib chiqsak. Rahmat. Qo'yanicha so'rovlar bormi? Marhamat. Endi bu turaqli komissiya bo'yicha aytilgan meseleleri turaqli komissiya Negedir şu sizde komissiyaga kelgan bir kollegasini jiberadi, yo bo'lmasa bir o'rinbosarini jiberadi. Böyle bizim ben cevap vermeyeyim olan, ben şişe almayayım degan masalalar kelib chiqyapti-da. Şunun bir iltimos bo'lardi. Действительно, o'zi javob beradi adam kelsin, bo'lmasa baxsligini o'zi kelsin, turaqli komissiyaga. Sonda bir diskussiyada bo'lib qoldi, 2-3 so'z jinoslarimizda sonday bo'ldi, turaqli komissiya. Şu iltimos qo'yaylik. Ma'qul. Eğer qo'shimcha va agar durust aytyapti. Eğer bir marta, ikki marta kechirimli sebeplersiz kelmagan bo'lsa, kechirimli sebeplersiz. Bunda bu yerda o'zimizning turaqli komissiyaning shishimi bilan rayon hokimine yo bo'lmasa so'ng ministerligine ikki odamga misol ne beraylik. Bildirgi beraylik, xat beraylik.
Bu adam мысалы халыққа жауап беруден, халықтың мәслихатлерінде қатынасудан себепсіз бас тартып жатыр. Мәселе өткізілді министрлігіне. Өздеріміз біргелікте район әкім сұхбатында уәкілдігінен пайдаланып, сол ұсыныс шығаруға мен жәрдем берейін. Дұрыс айтып отыр, ол болмайды ол. Баянатшыға және баян күн тәртібі бойынша сауалдар бар ма? Баянатшыға сауалдар жоқ болса, онда шешім жобалары тасдиқлансын дейді, депутаттардан дауыс берулеріңізді сұраймын. Мархамат. Разы, қарсы бейтарап жоқ. Рахмет. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі 6-шы мәселені қарауға өтеміз. 2026 3 ай davomida Республика ағартушылық орайы Қожайдарайық бөлімі тарапынан әмелге асырылып жатырған жұмыстар есебатын тыңдау уақытында сөз Республика рухи ағартушылық орайы Қожайдарайық бөлімі бастығы Жембаев Абат Жаңабаевичқа. Мархамат. Hakkında İlokos'un sağlıklarını sağlıklı edelim. Sosyolojimiz bağımlısı yanlar kırılar, adaylarında programlar oluşturan Mustafa Asıl boyunca Kocaeli Mehmetler, Amerika'nın Mustafa Sosyal Kurulu Ortalık Жағдай hakkında saçma olan Amerika'nın başlısı sonuçları programlar kararlarına ayrıca ıkrar kararına sebebi Johanna Cemil Doğrulan'ın akıbeti hakkında Бүгінгі жаңа Өзбекстан жастарының рухи дүниеқарасының байытуы, діни қағидалардың әсерлеуі, сақталу, қамқорлығы, орнату бағытында кең көлемді жұмыстар әзірге асырылды. Жыл басынан бастап күнге шейін бір мәрте район кеңесінің жинастырылып жаңа 4 мәселе көріп шығылды. Рухи ағарту жұмыстары мәселесін атқару бойынша район кеңесінің 2026 жылға арналған іс-әрекеті һәм 23 мәселенің бірі жол картасы іске шығылды һәм бүгінгі жұмыстары сол жылдарда алып барылмаған. Районда 26 мектепке шейінгі мектептің 28 махалле һәм 30 мекеме һәм шөмектердің бірлестігі бойынша қосқа жол картасы tasdiqlanды. Жәмиетімізде социалдық орталық һәм жастар тәрбиесіне айрықша ықпал қарау мәселелері бойынша бірқатар нәтижелі жұмыстар әмелге асырылды. Bir ziyarlı bir mahalleye, Rusya Kamera'nın Resimliği'nde rayonlarda 28 mahalleye hem halk paralarına hayvanlarda ziyarlılar, hayvanlar götürüldü. Bundan sonra rayonun koordinasyon topları alındı. Ziyarlı hayvanların arkasından yolculuktan karşı ağırlığı, bilimlerden kalkıldı. 3 yolda şurasılar, yani Mosul orundan ilaçlar çökülmesidir. Respublika Ordu'nun ağırlığı oraya rayonun bölümünden geçti. 3 çökülmesinden geçti. 2026 4 ay davamında kitap bizim dost oluruz. Geldiler mesele, Türkiye ıslahları, yeni topluma şanlara kapananda rayonun bazıları son günlerde yaslar arasında zakavat kanunlarını sürdürüyoruz. Bu ülkelerin kanunlarına 1500'den ziyade birlikte oluşları hem yaslar kartası tam alındı. Бүгінгі жекен Kocaeli районында жетілері, рухи ағарту мәселелері шөкілместірілді, бір фестиваль, 5 байрам мәселелері, 3 қамыл, 3 семинар, 8-ден артық мәселелер жолдауға әмелге асырылды. Республика рухи ағарту Kocaeli районының социал тармақтағы әмелге асырылған жұмыстары, рухи ағарту жұмыстар мәселелерін асыру мақсатында әмелге асырылған жұмыстардың қарауға ерсі отырған табыстар, сонымен бірге Tarbiyyat Akreditesi, Üniversite Mahallelerinin Üstünlüğü, Kocaeli Mahalle Bağlamı, Kanalına cevap bağlamı. 2026 yıl, çok değerli ben Özbek hem Karabağ'ın cennetle ortamında hem Türk siyasetinin geliştirilmesi arasında parmağın olmaktan bir mahsulünde Kocaeli Rayon'un hem Karabağ'ın şöyle hukuk orularında Recep Tayyip Kocaeli'nin memleketteki Türk kayıtlarından onu Yürürlükte 2026 yılında bazılarından yol kartası karşılanan belirli liste жұмыстар бойынша жауапкер комитет belirli bu meselede Rusya Ағартушылық kanallarda hem Amerika güçleri, Staf güçleri, hükümetleri hem жауапкерлерге тиісті қаржыны hem көрсетпелер hem cennetin belirtildi. Para
шаруа рауажандыру мәселелері үздіксіз әмелге асырылатын жұмыстар атқарылатын болса, райондардың бекемен кархана һәм шөлген қызметкерлер арасында бүгінгі күнде мемлекетімізде һәм шет елде болып отырған саяси процестерді анализ ету мақсатында тұрақты әр әкімнің жұма күндері саяси ағартушы сағаттары міндетті келген күндері көпірместірілді. 2026 жыл басынан районымызда махалле һәм ауыл аралас жерлердің социалдық орталық тұрақтылығын тәмінлеу һәмде әрбір махалледе һәм ауыл аралас жерлердің айрықшалығын келіп шығып, қандай рухи ағартушылар өткеру бойынша бөлінген келген ұсыныстар пидарынан бірлесіз жүргізілгенмен бірге бүгін мәселе жұмыстары тұрақты шетелге алып бармақта. Кархана шөлген махалле һәм ауыл аралас жерлердің үстін кешеген рухи ағартушылар бүгін мәселе өзгерді. Бөлінген келген ұсыныстар саны жәмі 70-ті құрайды. Социалдық сондай-ақ махалле жастар арасында жаяшылық қамқорлықтардың алдын алу, аял қыздар арасында еркін тұрмыс құру, идеологиялық дөңгелекті қаржыландыру, қалаға келген діни ағымдардың әрекеттерге қарсы күресу, діни кеңейту һәм мәселелер талқылау бекемдеу, әлемдік рамның нормаларына әмел ету, инсан құқықтарын һәм мәселелерді тәмінлеуді білім беру мекемелерінде 30 кархана һәм шөлкемдерді 18 махалле басқа да жеке орындарда жаңа 48 ұшырасу қамшылар өткізіліп, пікір алысу жазалар өткерді. Бүгінгі күнге шейін газета һәм журналдарға бір мақала, телевидение шығулар саны 3, ал телерадиода болса интервью саны 3-ті құрайды. Республикалық ағарту бөлімі 2026 жылда әмірге асыру жойғаластырған вазифаларына әкелетін болса, грант 2026 грант жойғаларында мұстақан тарихи естелігі, заманауи туризм, аймақтың мәдени мирасын сақтау, рауажандыру, саяхатшылар үшін қолайлы инфраструктураға жарату һәмде жергілікті халықтың социал-экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында $50 мың грант жобаларын ежелестіріп, қазіргі уақытта бірінші басқышта қатыспақпыз. Жұмақлап айтқанда бүгін біз құрып отырған рухи орталық ертеңгі ұлы келешегіміздің тигары болып санаймыз. Солай екен әрбіріміз қалбімізде отанға мұқалға, милли қадірлігі құрмет һәм жақсылыққа садық сезім және де бекемдеу зарыл деп есептейміз. Өйткені жоғары маңайда білімді һәм отан сүйгіштік әулетін тәрбиелеу бәріміздің вазифамыз болып қала береді. Рахмет. Баянатшыға сұраулар бармы? Мархамат. Поскольку сайлау округунан Қоразбек Абдырайымұлы сұрауын соңынан қарап, сізменен бірге сол райондағы барлық мектептерге, олар ұшырасуларына, орта арнаулы оқу орындарына барып жатырмыз, оның уақытында болып жатырмыз. Ішкі туризм бойынша да шөкемдестірілген ләжаларды көріп жатырмыз. Бірақ енді біздің районымыздың 2004 жылдан астам тарихы бар. Ал бірақ біздің районымыздың шөлкемдестірілгеніне биыл 100 жыл болады. Бір ғасыр болады. Сол бір ғасырды халыққа, бір ғасырлық юбилей халқымызға жеткізу бойынша қандай ләжалар істеліп жатыр деп режелестірілген сұраулар өткіземіз. Бұл бойынша мәселемізге хабарымызға сол Көкшетау районының 100 жылдығы белгілеу араласында қазір жақында Өзбекстан Палестинның 35 жылдығына байрам арналып сол районымыздың кітабын жазып отыр. Газеттерге көшіріледі. Бұған 100 жылдық қазақстан сауға болады деп ойлаймыз. Сіздің сұрағыңызға келіп бұны негізі ұсыныс етпек жерін Жеңіс Маратович ұсыныс еді. Сол 100 жылдыққа өткен жылы Кедейлі районының 95 жылдығына кітап шықты, жақсы, жайы. Бұған бір үлкен 100 жылдыққа кітап шығарып, жазып пен зиялы ақсақалдармен ойласып мәселелерді сол мәселені бір ұсыныс етпекші едім. Рұқсат етсеңіз, кәмелесін тауып отырып, өзім түсініп отырып, бұл жерде 25-30 нұраниді шақырып, Аманбай Тілеубаев районда өзінің барлығын бастаған уақытта кәмемен сөйлесті. Соқта бұл жерде бір-екі яшыгерлер мен Оразмыз Астанбай деңіз сұрау берді. Бізге сол жоғары кеңес дәрежесінде
біздің қожелігіміздің 100 жылдығын кең көлемде өткерейік. Осы мен де сол ұсынысты қолдап қойып, мен де оған айттым соны да. Бірақ енді Алмайгүл сондай бір пікір айтты, кейінгі мен өзіме ойланып қалдым, сол сұрауды бергеніме өзім туысы қысылып қалдым да. Оразмет ағаға да сол сұрауды берген. Оразмет өзі айтып жатыр. 100 жылдықты берейік деп жатыр. Сұраудың бірінші басы біздің қожелігіміз 2,5 жыл тарихқа ие деп жатыр. Бірақ сол 100 жылдықты берейік деп жатыр. Екеуі сұраудың өзінің ішінде екеуі бір-біріне айтып тұрды жауабында. Біз 100 жылдықты беріп 2,5 тарихымызды жоқ қылғанымыз жақсы ба? Я 2400 емес 2500 жылдық үлкен тарихымызды көрсеткеніміз жақсы ба? Әне, Алмайдың созатты айтты деді нұраниларға әммеге. Сіздерге деді, мен таярмын деді, сіз айтқандай қалегенше өткізіп беремін. Бірақ деді, 100 жылдықты көрсетеміз деп 2,400 аржағында 2400 жыл тарихтан айырылып қалмаймыз ба? Не ойлайсыз шөкелерге оқып, әмме шөкелерге ойланды. Мен де жоқты туырса екен қысылып қалдым. Оның үшін біз 100 жылдықты өткермейміз. 100 жылдық бұл Совет үкіметінде түзілген қожеліні айтып отыр 100 жылдық. Біз Совет үкіметін біз танымаймыз. Тұтқынлықтан біз басқыншылықтан құтылдық біз ғаресіз мемлекетпіз. Біз қожеліміздің 2,5 жыл тарихын, 2,5 жыл тарихын айтуымыз керек. Біз Самарқан, Бұхара, Хиуа, солар қатарында тұратын қожелі. Яғни қожелінің біздердің Миздаххан, Гауыр қала, Антакия, Антиохия мысалы. Соларды біздер өз насихаттауымыз керек, сонда біздің мәдениетімізді көрсетеміз. Тарихына мен жазу керек, кеше жеңіс барады, сіз ұшырастыңыз ба, ұшыраспадыңыз ба? Бекназар деген жігіт Қарағанды Қазақстан Республикасы жазушылар кеңесінің бірінші орынбасары екен. Жерге де келіп, маған телефон берген екен. Соңғы 10 жылдықтағы Қырғызстандағы Қауажландық районының Қауажландық тарихы экономикасы сол бойынша кітап жазайын деп атап берді. Сұрасқан болса, маған телефон беріп қайта. Мен хабарым бар, мен біздерде Қали бар, одан кейін біздің бірінші орынбасарымыз бар, бұларға тапсырып. Бұлар әмме құжаттарды тақылап берді. Бізде кейінгі 5 жылымыз бар екен. 5 жыл қалды. Одан алдыңыздан тақылап меніңше берген болу керек. Кітап жазайын деп келген деді. Мен хабарым бар. Болды. Соған енді тарихымызды ләзімізді біз қысқартайық басқаша жолменен. Соның үшін бәрі тура бұл пікірде де идеологияда жүргізілген қожелі район болып қалыптасқанда не болдық бәрібір біз содан кейін мен туырсын бүкіл ойланып қалдым әр тарихпен Оразмет аға. Мен кешіресіз, мен натуралы пікір айтқан болсам, бірақ отыра бермін. Енді рұқсат етсеңіз бір-екі ұсыныстарым бар да. Мархамат. Алматыға. Жақсы істеп жатырды, мәнәвият, ағартушылық, рухани ағартушылық тарауында. Мен көріп тұрмын, мен күзетіп тұрмын, әрбір өтіп отырған жаңағы ләжларын мен күзетіп тұрмын да туғыз. Енді сіздің бір ынтымас біздердің прессаның мәлімдеу қызметінің көбірек істеуіміз керек болып тұрды. Сіз өзіңіз істеп жатырсыз, телефонға түсіріп, басқа қылып бәрі жоқ, көріп отырмыз, басқа қыларымыз. Оның үшін Сарына Сәкенмен бірге көбірек бұяқты сіздердің профессионал үскенелеріңізбен түсіру керек. Абат жақсы сөйледі, жақсы түсіндіреді, бәрі жоқ. Көп адамға тәсір қылып жатыр, бұның нәтижесін сезіп жатырмыз. Одан кейін міне жаңа бекарға қозғап отырған жоқ, қазір міне қожеліміздің мысалы сол аймақтың 2,5 жыл тарихын үйірдегі жасап кеткен батырлар, қаһармандар, әзірге шейін білетін ақсақалдарымыз бар. Оразмет аға, одан ешкім Ниязымбет ағаларымыз бар, Сатаев Аллаберген ағаларымыз бар. Ана Саманкөл тарихты Сабыр ағалар бар мысалы. Бұяқтан Қайтбай аға бар, Абсады. Солардан әрбір уақияны бір тема қылып көтеріп шыққандайсыз. Әрбір уақияны бәрін бірден айтып салмайсыз. Біздің қожеліміздің өзі бұрыннан ата-бабамыз 500 жыл алдында айтып кеткен идеологиямыз, мәнәвиятымыз бар. Қожеліге пияда келген атылғайды. Қожеліге пияда келіп, үйірдегілерді алып қалтасын толтырып кетеді деген мәністі айтып жатқан жоқ. Қожелі өнерменділер, қожелі іспілермендер жүрді. Қожелі ілімлердің, білімлілердің жүрді.
Көжелі каруан-сарай. Көжелде істеген әрбір істеген нешеген берекетің болады. Егер қадал, тақниетті адамдарға жақсы етемін, қамқорлық етемін, адамдардың қызметі, халықтың қызметін қыламын деп бүйірге сондай жақсы ниетте келсе, әзірге шейін сол идеология бар. Бірін екі болып қайтады. Бірін екі болып қайтады. Бүйірге абырой адам болып келген болсаң, абырайлы адам болып қайтасың. Мен сондай нәрсе айтып отырмын. Бұл тән алынған идеология қарым-қатынас. Doğru mu? Сол идеологиясыз сол бір сөздің өзін Көжеліге пияда келген атыл қайтады дегеннің мәнісін сіз ашып көрсетуіңіз керек. Өзің сөйле, өзің біздің прессамен бірге бір уақиға. Сол бір уақияға бүйірдегі ақсақаларымыздың айтқан пікірлері мәселелер. Оның қысқаша пікірлері. Көп сөйлей бермей, қазіргі уақытта кең жәмиетшілік көп, баяғыдай 40 минутлық, 50 минутлық, 1 сағаттық интервьюлар тыңламайды халқымыз. Қазір Инстаграмның заманы бір затты туыр түсініп, Инстаграмның 1 минутлық интервьюін тыңмайды. Бірақ 1 минуттың ішінде сен бүткіл Көжелінің һәм бүткіл бәрін жеткізіп беруің керек. Оның ішінде Нәжімбет ағадан пікір болу керек, не үшін ол кітапты айтылды? Қандай, не үшін кітапта да бар. Қайтпайға Абдусадыр кітабында айтылды, соны оқыдым ол кітапты. Doğru mu? Сол ішіндегі кітапқа жазылған қосып, бір 8 қатар қосып, 7 қатар қосып. Doğru mu? Bu yıllarda Kocaeli'de yaşamam, özün Üzbek болады ма? Қарақалпақ Жоранды дос тұсып, қазақты дос тұсып, түркімен ашаңғайлар, ескі Харазм тарихы арқылы сөйлеспек деген сөзі бар. Оның мәнісі, үлкен мәнісі ол. Көп миллетлі халық, ауызбіршілік халық. Деген мәнісі, халықтар достығын сөйлету, сіздің жұмыс. Соның үшін, мен просто айтып отырғаным сізге кім ауыр жақсы істеп жатыр, бірақ бұндан бәрінде жұмысқа деген метод тактикаларды өзгертуді. Енді әр жерде Юкш Нұралиевпен біргелікте деп тұрып қолды деп тұрып жиналыс өткізіп жатқан суретін еш жерде өтпейді. Мына қазір вайнерлер, блогерлер 1 минутлық, 30 секундтық, 40 секундтық видеолар істеп жатыр ма, бірақ просмотрлар миллион болған миллион. Мені сол затларды істеуін керек. Bütün dünyada var Kocaeli'ler, қарап отырып та қазір әңгімесі. Сонда нелерге өтті, сен жиналыстардың өзің протоколға сөйлейтін түсірді, айтып қойды. Бірақ өзіңнің сайтың бар ма, сайтлардың? Инстаграмда бар, Фейсбукта көрмеген нәрсе көп. Телеграмға тастайтын олардың жаңалы эфир болса, жаңалы түсіндір соны, өзің түсіндір. Жаңағы мен мысал ретінде айттым, Қожелі, ондай зат көп бізде. Құдық бар мысалы, пермишан болған, құдығының караматын айтып, құдық қандай суалып кеткен уақытта бүтін бұтаректің өне қалған бәрі суалып кеткен. Сондықтан мешіттің орны, мешіт аман қалған, құдық аман қалған, құдықтан таза су ішкен адамлардың сауалы. Айта. Devasar Daniel Tierres'in son kitabı Kocaeli kitabına bağlı basması görüşü bulundu. Kocaeli kitabı olsun cevap söyledi. Wi-Fi kitaplarında var. O kısaca ben müzeyleri alıp koyuyordum. Onu bulmak bekledim. O kitapları alıp koyuyordum. Bir yerde bir hakimiyet dahil koyuyordum. Onu alıp bekledim. Kocaeli'deki Devasar Daniel kitabına. Hazıriyet'in nasıl hayvandan vergen Kocaeli tarihinde бірақ Kocaeli atrafında көп ауылдар бар, солардың ауылдар олдан ертеді. Одан 2400 бұл ауылдар. Бұлар диқаншылықпенен, шаруашылықпенен, басқа нелермен мен қазір жасап жатқан ауылымыз Шора ауылы дегенде, ол қайда ертең жылдары суат кетіп, қазір 3-ші орынға көшіп отыр. Біздер енді ата-бабадан білеміз, сондай ауылдардың тарихлары бар, соларды алатты жинасақ. Ауылдардың тарихларын атрafında böyle 7 kişi, böyle 5 kişi degende böyle tarih öndürmek olan bu yerlerde жаңа 2500 yılın içinde. Сондай bir neler var? Дұрыс айтып отырып, мінекей, отырың аға, рахмет, әрбір ауылдың атамасы Кулап мысалы. Кулап. Ал Қарақалпақстан дейміз, басқа дейміз, Кулап. Кулап деген сөз бар ма? Қаяқтан келіп шыққан ол сөз? Енді менің бұл несіне мына көлді ят деген бар. Көлме жағы дегенді бір пікірді айтып отырсыз. Бірнеше пікірлер бар ол бойынша Кулап. көлме ят Хатеп дейміз, хатеп емес, ол хатап деген. Хатеп дейміз, біз сразу ойлаймыз, хатеп деген Хатип 16 деген бір
бұрынғы ПМК дегенде бір мекеме болған ба деп түсінеді де көп адам. Хатап деген бар ма? Бұрыннан, бірақ Қожайынның бұрынғы неше мың жыл картасында хатап деп қойыпты. Мен көрдім сол, мысалы. Бағана айтып отқан Данияр Белсаровтың кітабындағы картада ма көрдім? Прям хатап деп қойды, кулап деп қойды. Оқты Қожайын деген атаманың өзі жоқ туысы. Тура ма? Жоқ сол. Олар жақтан келіп шыққан мысалы. Қазір бүгінгі күнде бар, бірақ оны ешкім білмейді, бірақ айтамыз. Кешегідей жаңа біздің прессалар шығарған ақымақшылық болды да чисти. Міне Қарақалпақстан аймағының коммунизм жаңағы совхозында мынандай жағдай болып отыр, соған мен сол жердің халқына бестап Қарақалпақстан деген коммунизм деген кім түсінеді, кім қарап отыр ол? Сіздер соны қойып отырсыз районның сайтларына мысалы. Не коммунизм? Не Қарақалпақстан? Қарақалпақстан деп айтылмайды ғой ол. Кулап ауыл қарлар. Қарақалпақстан бұл ескі аты, Қарақалпақстан массиві деп айтылатын еді. Берекет тапқырлар, өздеріңіз бірінші тур айтып үйреніңдер, тур. Сол сіз районның мәнәуи рухи ағартушылық несі бұларға сын тұтынуыңыз керек, сын көзқарас тапамыз. Хақы жоқ оны әркім роликті саған беріп жіберіп, соны бес фильтр жіберіп. Қытай өздеріңіздің құрмет қылың деймін да мен өздеріңізді. Әркім үйінде түсіріп жібергенін тастай берсең не болады? Өздеріңіз құрмет қылың. Не қарап отырыпты бе, рухи ағартушылық бөлім, идеология бар бе? Милли өзіміздің мақбурамыз бар, милли мәнәуиятымыз бар, қадіратымыз бар. Елі қалмай жатыр айрым жерлерді Құрбақа ауыл, Тесік көпір, Ауылын ауыл, және қандай, және бір зат, мысалы. Неге бар? Өзімізді, адамдар соны ақуая қалады, ол мәнісін түсінбей жатыр адамдар. Тәтті тұрасың десе, мен дейді, Сасықкөлде тұрамын дейді, Тесік көпірде тұрамын дейді. Спокойно айта береді, оның мәнісін шағып жатырған жоқ. Сол мәнісін тоқтап тұр, не болу керек? Біздің мына жастар парламентіміздің қыздары, балалар соны істеп шығып жатырмыз. Неге тоқтап қалды сосын? Қазір қайтадан басталады, соға келіп басталады бізге сондай мұражат. Прям жазады мұражат. Өзіңіздің қадір қымбатыңыз, өзіңіздің милли мәнәуиятыңыз, рухи ағартушылығыңызды өзің алдыға шығарып, бұны айландырып, халқымызға жеткізуіміз керек болады. Егер оны қылмасаң, қазір сондай идеологиялар кетіп тұрды да интернет. Бір минутта өзгеріп кетеді, оқып отырған перзенттің, бір оқып отырған сөздегі адам. Bir minutta pікір өзгеріп кетеді. Яқын сол ондай гәплерді, коммунизм, басқа анау-мынау гәплерді сіздер жіберуіңізге соны. Соның үшін сіз неге отырың біздердің мәлімдеме қызметімен бірге істесіп, сонда әрбір атама бойынша сіздер. Елі де өзінің аудиториямды көйді, подписчиктерін көбейді. Инстаграмдан ашыңды, Инстаграмды мен көрмей, бірақ ана Фейсбукты көрдім. Фейсбукқа адамдар қиынырақ кіреді, сложнырақ кіреді. Инстаграмда спокойно кіреді. Телеграмда спокойно болады. Көбірек кіреді. Телеграмда жаңағыдай темаларды ашықсаң, өзі үшін сенің группаңа қосылады. Сіз жәрдем берің прессамыз біздер, сіз ауатқа жәрдем берің. Негізінде Айлан дегенде құрметті президентіміз, білесіз ғой, үлкен кеңестің, мемлекетіміздің кеңестің өзі басшылық етеді. Doğru mu? Rayonda hakimler bize başladı. Bize başladı etkenliğinden bunun bir netice kılıp özümüzün tarihimiz, ideologiyamızda, maneviyatımızda özümüz aylandırmazsak bugün sanırım ben de olaylar. Bir zatı aytып olayım, hürmetli deputatlar. Doğrusu aytayық, mına hazırki күнде bizге tiri tarih болып тұрған insanlar әрбір мәлім бір уақыт өткеннен кейін біз таба алмай қалдық. Doğru mu? Мысалы, районымыздың сондай үлкен нелеріміз, Балтамұрат ағалар, Сулайман ағалар, мысалы, білетін орнайды көрі ме? Бекназар ағалар, мысалы. Ondan кейін, міне жаңа Данияр, Белосар, Данияр ағалар, мысалы, қандай жанкүйер, патриотлар олар. Сол кісі бұлай сондай ойлап жүреді, ешкім оларды өледі деп ойлаған жоқ. Doğru mu? Мен қарадым. Күнде бір зат сұрап басқа қылады, басқа қылады. Бірақ жоқ қой бүгін. Сол үшін бүгінгі күнде бар адамдар суретке түсіріп, видеоға түсіріп,
жаңағыдай һәр түрлі темаларда қасында сазылап отырып сұрап жазып майдалап бере бермейсің бұл халық. Сен өткенде айттым, мысалы Аллам берген Асатаевты түсірдік дедіңіз 2 сағат, мен көрмеппін мысалы. Соның Аллам берген Асатаев 2 сағат сөйлеген уақытта ішінде зор мазал бір-екі сөйлем қиып алып 30 секундтық етіп неге айландырмайсыз соны? Оразбалардың қанша эфирлері бар мысалы, оларға да жаңағы айтып отқан ауылдар мысалы. Bir затқа айтып бердіңіз бе? Біз Қоженің шеваларының өзін айтып бердіңіз. Ешер ауылдағылар, Көлек ауылдағылар таза Қоженің шеваларда сөйлейді. Дұрыс па? Оларға айтып бердіңіз бе? Сарышұңғыл басқаша сөйлейді. Жаңажаппетте басқаша сөйлейді. Бір Қоженің өзінде 3-4 мысалы диалект шығады. Шеваласы. Bir taraf таза Қарақалпақ тілінде сөйлейді, bir taraf Түркмен аралас Қарақалпақ тілінде, я Түркмен аралас өзбек тілінде сөйлейді, bir taraf. Bir tarafta Қазақ аралас Қарақалпақ тілінде сөйлейді, өзбек тілінде сөйлейді. Bir tarafta Қоженің чести, мысалы таза Қожен Шевада сөйлейді. Қожен Шеваның өзі бар ғой, үлкен ілім сіздер. Таяр. Дұрыс па? Бұл мен ойлап тапқан жоқпын, оны басқалар ойлап тапқан жоқ, бүгінгі күнде сөйлеседі. Біреулер айран қалып, қандай тіл дейді? Қоженің Шевасы ол қатты мазалы тіл, оны түсіндірсең дұрыс. Сонда неге сен сол идеологияны сен не қылдырмайсың, айландырмайсың соны халыққа еледі, сөйлесін адам. Бұл айтқанда бұрынғыдай, әммеге де тиісті, бұрынғыдай тәртіп қағидамен жұмыс істей алмайды. Креатив жандасуымыз керек. Халыққа қайтсем мен жақсы жетіп барады. Әйтеуір көріп отырмын, халық миллион просмотр бар. А сен соның сенде әйтеуір формада жеткізіп соны арқылы нәрселер. Пресса екінші. Пресса слағыласады сіздермен. Кейін сіздерге сәл наразылығын көпірмеймін. Мен ұсыныстарым солардан бар. Baynaşça sorular var mı Ahmet Pamuk'tan? Soru meselem hürmetli usunuz ve Allah'ın günde alıp baktıktan kuşasıları hem besini korup televizyon kanallarda da baklava katılız, hem de bayram keçileri. Biz bilemiz Kocaeli rayonu yakında Jaslar rayonu degen atama verildi, status verildi Kocaeli'ye. Bu degeni Jaslar rayonu degenen hürmetli Cengiz Maratos'ta kurumlu жұмысының üstüne tağda ülkeli жұмыс жүктелді дегенді білдіреді. Жаслар районы статусын. Енді жаңа бақылатыңызда айтып өттіңіз, жастармен бірге істесу. Мектептерде, мәхәллелерде, техникумдарда сіздердің ұшырасуға өткеріп атырсыздар да, әлбетте бұған белсене жастар атырсады да көбінесе. Ал озбарлыққа майлы жастар тартылмай атырды. Егер имканы болса, оларға тартса, сол тәдбірлерге, кешелерге болама, әмі себебі озбарлыққа майлы болған жастар, ана жетіскерген көп жастарды көріп, сөйледі көз жеткізіп, оларға беріліп атырған этибарлар әміге тең беріледі. Бірақ олардың несіне көріп, оларым өзінің сол жолдан бір тиіп, жақсы жолға кіріп кетермек деген бір ой келеді адамға. Енді ұшырасуларда соларды һәм қарты тек қана оларды емес, депутаттар қатынассақ сіздің нелерге, біргелікте жастарға біздердің бұл насихаттарды үйретсек, бір мақсатқа муаффақ етумен. Міне бұл кімнің Бауырмұраттың пікірінен кейін қосымша жауап кім сарназ. Подкасттар бар, подкаст қазір. Моды бар ғой, интервью алу. Сөйлесіп, отырып 2-3 адам, мысалы, депутаттан бір адам болсын, өзің бол, сен главный модератор бол өзің. Алат шақыр, депутатты бір депутат шақыр. Подкаст, Қожелері. Эфир қылың, прямой эфир тұрсын, запись таста. Сондай рәсми емес, апай эфирлерді көректі адамдар. Рәсмиліктен адамдар шаршады тұрсай. Әмі деп барып қатар отырып, оңыра тұрсай, аудиторияны өзгеріп отырсай. Аудиторияны өзгеріп, сен тыңдайтын сол 20 адам бір мақалет. Бассайын сол 20 адам кеп отырады, нормальный біреу сөйлесің. Ұра дейді, мынау ұра дейді, сомен қайтып. Тикарға біз идеологияны жеткеп береміз керек болған адамдар, олар аяғы өзінің мейлілігі бойынша жүріп, басқа жақта жүріп. Олар қатты ақылы, Бауырмұрат сен дұрыс айтып отырсың. Енді бұл ішкі сессияның айтып отқан құқықбұзарлыққа бейім, жинаятшылыққа бейім, мынау қанбағал адамның үйінің баласы деген затлар көп айтпам ғой. Оны тек өздеріңіз шешіңіз білсін. Оны жәмиетте айырып тастама. Еще бір жерге барсаң айтады,
Bu yerде 10 balаны оқытып жатыр, полиция бар еді. Бұл үшеуі дейді, қамбағал шаңырақтың балалары дейді. Не ақымақ. Не ол айту шарт соны. Оқыта берсеңші, бесплатно оқытасың ба енді? Қыман ғой сіздер. Ол қатты қарама нәрсе. Адамның ол кішкентай бала білесің бе қандай арны болады. Қой дейді, мен үйіне былай жылап барады, мен қамбағал болмай-ақ қоямын, мен сол пұл тауып беремін, 200 мың соң, мен төлейін соны. Мені айырады шетте. Үлкен инсан, үлкен лауазым шақсы келіп жастармен ұшылап сөйлесіп жатыпты, тоқтайтып жатыпты, міне 12 жас, соның үшеуін дейді қамбағал шығарып, біз бесплатно оқытып жатырмыз, үшеуін. Келіп көрсетіп жатырмыз. Ол болмайды ол нәрсе. Сол затқа қатты қарап, сенің тарау сал. Жаңағыда бола ма соны шөкірмесі ме? Блогерлер шөкірмесі бар ма? Жаңағы камера жақсы, топалар жақсы. Тәжірибелесеңіз алып. Бабамұрат отырып, былай сәулетлесіп. Doğru mu babam? Келеді, любой депутат келіп, Бабамұраттың әңгімесі, біздің депутаттардың әңгімесі күшілі өстімес. Рахмет. Аянатшыға сұраулар, ұсыныстар бар ма? Şöyle bir ұсыныс айтып кетейін. Абаттың өзінің инициативасы, Абат жаңа Оямовтың, мына қазір мектептің педагогтары шақырылған жиналысымызға. Манавият Абат Жаңабаевтың сондай инициативасы мектепте ұшырасуды оқушылар білен емес, ата-аналар білен өткізеді. Алдын жолға қойып еді, қазір тоқтап қалды. Мәселені, бүгінгі күндегі проблеманы, ұсыныстарды ата-аналарға жеткізейік. Оқушыға жеткізгенімізбен бүгін ұмытып кетеді. Үйіне барғаннан кейін ата-анадан сұрай ма, сұрамай ма? Сол кітапқұмарлық, жаңағыдай танылуға қатынасу, басқа нәрсе hammasini ата-аналарға жеткізейік. Кейін ата-ана үй жиналысынан барғаннан кейін баласынан сұрасын. Кітапқұмарлық бар екен, танылулар бар екен, жетіскерліктер бар екен, басқалар бар екен. Ана мысалы үшін пәленшені айтты, төленшені айтты деп, сол жердегі пікірді үйіне алып барып жатыр да. Оқушы не қылса, кейін ол қалып кетіп жатыр. Ата-ана итібар бермесем, сол үшін мен кітап алып берейін, басқа қылайын. Абаттың өзінің тәжірибесі бұл. Соңғы уақытта аз қалып кетті. Кейін бір ұсынысым болар еді. Міне бүгін сессиямызға мектебіміздің педагогтары қатынасып отырған екен. Сіздерге һәм ұсыныс, һәм тапсырма манавият бойынша директор орынбасарлары. Бүгінгі мына сессиямызға шақырылудан мақсат, міне қазір бұл жерде көріп жатқан, көтеріліп жатқан пікірлер, ұсыныстар, дискуссияларды hammangiz көрдіңіз. Ертең соны мектепте өзіңіздің педагог жәмиятыңызда, оқушыларыңызда созатларды сындыру керек. Қазір міне Жеңіс Маратович айтып жатыр, міне Бабамұрат аға, Оразымбет аға айтып жатыр, сол пікірлердің бәрін оқушыларға жету керек. Бірінші класстан бастап 11-ші класс. Дұрыс, 9-ші класстан кейінгі уже переходный возрасттағы балаларымызды қазіргі күнде туысын айту керек, басқару қиын болып барады. Иммунитетіні, манави иммунитетіні күшейтірмесек, оларды ертең бір жолға салу, болмаса бір жаман жолдан сақалып қалу қиын болады. Бүгінгі сессиямызға шақырылудан да, сіздерді шақырылудан тәклif еткенімізден мақсат сол. Бүгінгі пікірлерді өзіңізге бірінші жұмақ шығарып алың. Мына мысалы үшін манавият сіздер білен, біздің представительствомен істесуге дайын hamma мәселеде. Ұсыныстарыңызды тыңлауға дайын. Мына ішіңізде тәжірибелі апаларды, ағаларды көріп отырмын, бәріңіздің мысалы неше жылдық тәжірибеңіз бар. Сіздерді бітіріп шыққан оқушылар қазір бүгінгі күнде улқан дәрігерлер оқып жатырды, оқып бітіргендер жұмыс істеп жатырды бәрі, абырайлы басқа. Соның үшін hammangiz ұсыныс һәм тапсырма, сол бүгінгі сессиядан өзіңізге бір жұмақ шығарып, сол мәселелерді манавиятпен біргелікте сол районымыздың бір рауажлануына үлкен үлесіңіз қоссаңыз. Рахмет. Сол мектептің алдын бұрын өтіп кеткен, бұны салдырған ұстазлар бар, индивидуально істесін да. Қазір айттым ғой жаңағы, мен дәрінің тілін астына деп түсінген болсаңыз, бүгін мектебімізде мәселе тіл байрамына арналған үлкен ілаж өткізілді. Бұл ілажға пәленше төленшелер қатынасты, үлкен концерт бағдарламасы өтті. Ondan кейін кітапхана болды деген общий ұлыма гәплермен шаршады адам. Бір адам тапшым, мысалы мұғалімдер күнде бір педагог тапшым, бұрын істеп сол мектепке қандай өздері сабақ берген мұғалімдер. Бір адам. Ендігіде және бір адам тапшым. Арғын және бір адам тапшым. Көп қой мектепте қаһармандар. Мәселен, міне Наргизаның мектебінде Америкада атом космик физический институттарда істеп жатқан докторын алып,
Ахмабаевда мына мұсақып мақалада істеп жасап сөйлі туындысы сізде кім білмейді оны. Наргиза біледі, Наргиза мектебіне барып сурет қысып қойған, соңға мынау кім деп сұраса біледі. Оразымбет аға. Бірақ ол білесіз бе қандай күшті адам? Қандай математика? Физика бойынша жақсыға жігіт болды. Қандай ядерный физика бойынша жақсылап үлкен Американың қандай кім біледі соны? Айтыңдар, мектептеріне манавет жауып отыр. Нью-Йоркта, Харвард университетінің профессоры. Біздің мектептің менің оқыған балдарым. Енді соны дүние жүзі танығанда сен өзіңнің пікіріңше дүние жүзі таниды. Олар таниды, бірақ біздің районымыз танымайды да солар. Тура ма? Жоқ та район білмейді мысалы. Мектепке келіп көрген уақыт қайран болады. Біздердің қожайымыз сондай адамдар. Yaxshi, hozir ishlab жатқанlar бар мысалы. Әділет министрі Қожелсімен, Нұсқалас прокурор Қожелсімен, республика прокуратурасында үлкен лауазымда істеп жатқан Қожелсі бар. Неге айтпайсыз сол форумда суреттерін қойып? Sun'iy intellektni zo'r etib chiqaryaptilar biz. Haligi to'laydi deb to'g'rimi? Mana shu son siqasizlarmi? Aramızda qancha odamlar bor? Bilmaymiz. Toshkentda qancha odamlar ishlayapti? Amerikada qancha ishlayapti? Yevropada qancha ishlayapti? Angliyada qancha ishlayapti? Ne обязательно u bir lavozimda ishlaydi, professor bo'ldi. Mana kimda aytamiz biz mana kechagi Angliyada ishlagan bola, pomidor terib yuribdi, kelіншегі qasında. Kunini har kuni 2 million 3 million pul topib oladi. Бүгінгі күнде сол жәмиеттің біздердің ағзаларымыз мақтаныш ол. Лауазым қызық емес. Тек лауазым адамдар емес, мен просто мысал ретінде айтамын. Өзімнің танығандарымды айтып отырмын. Любой тараудан алын сондай. Мұғалім болып істеп жатыр, тракторшы болып істеп жатырды, піллекеш болып істеп жатырды, үйлеріне барып сол бір индивидтен шығарып барып, толтырып тастаған интернет үшін бір индивид. Ол мынандай Қожелешке ғой, айран. Сол міне мағыналы. Бұл мәнавият, марифат, рухи ағартушылық деген мәселелер біздердің әрбір мақтанышымызды бұны жақсылап көрсетіп, пропаганда қылып, құйып мойнына. Соны бір Қожелештер біліп алғаннан кейін олар හැме жаққа тарқатып отырады. Ал сол районға абырой келтіреді нәрсе, емес. Соны біріншіден оқушыларға үйретесіздер, мәнавият бойынша мінекей орынбасарлар. Оқушыларға үйретесіз. Оларға оқытың, олар соны айтып берсін, егерде өзі әрқайсысы біреуден. Мен түсініп сұраймын негізі. Bu yerде міне экранның айтып жатқаны. Подход басқаша болмаса, біреу құдайдың тура келіп папканы алып келіп, кіріп, қане бүгін қай істемей өтем, болмайды ол нәрсе. Жәмиетті артып қоясыз, ертең босатасыз орныңызды. Орнына таза жас қыздар балалар келеді, мәнавиятшылар. Олар қатты білімлі олар. Мына телефонның балалары келеді, телефонның. Олар қатты білімлі. Сенің білгеніңді 1000 есе күшті. Құрметті директор орынбасарлары, сенің білгенің 1000 есе күшті. Мен айранға отырмын, өзімнің балаларымды. Олар кітап ашып оқымаған. Олар білмейме үйренген соң, қатты үйренсін. Айран қаласың. Рахмет. Рахмет. Сұраулар бар ма? Ал қазір. Егер баянатшы сұраулар болмаса, шешім жою барлары тасdiqlanсын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Рахмет, қарсы. Рахмет, Абытжан Абаевич. Күн тәртібінде кейінгі мәселеміз, рұқсатыңызбенен, Қожелі район аймағында айрықша жағдайлардың алдын алу бағдарында 2026 жылдың бірінші ширегі дауамында әмелге асырылған жұмыстар хақында сөз Қожелі район айрықша жағдайлар бөлім бастығы Ахмет Қуат Ұзақбаевичке. Мархамат. Қожелі районы аймағында 2026 жыл бірінші ширек дауамында айрықша жағдайлардың алдын алу бағдарламасы Өзбекстан Республикасы Басқосу барлық қоры басының 2026 жаңалықтар бірінші салған Қазақстан Республикасының барлық қоры басының 2026 жыл 31 жануардағы бірінші салып беру арнайы бойынша район аймақ барлық қоры басының 2026 девалдағы бірінші салып беруі қабыл етілген бюрократиканың аясындағылардың алдын алу бұндай жағдайларда әрекет етуші мемлекеттік тізімнің аймақтық дамуы район тұрғындарының халықтың аймақтағы аясындағыларын қорғау
паралық формаларында өрт қауіпсіздігін тәмамдау бойынша 2026 жыл үшін шигарда дәрежелер сірежесі қасиғанын әмелінің қасиғанын вазифалар белгілеп алынды. Мекемелер карталар басшыларының тапсырмалары берілді. Өзбекстан Республикасы Министрлік Комитетінің 2017 жылы 9 сентябрьде халықтан аймақтарын табиғат техногендіктегі әртүрлі жағдайлардан қорғау, паралық формалау бойынша 249 саны қарам қалалар жинағында айын аймағында бір әдетте тексеру паралық формалау істері бойынша тексеру жұмыстары аймақтарының қандай топланған Өзбекстан әкімшілік жауапкершілігінің кодексінің 204 статьясында санкциялар сот ұйымына жіберіп жауапкер қызметкерлерді жарима шараларын қолданды. Бұдан басқа Өзбекстан Республикасы Министрлігі Комитетінің 2013 жылы 14 октябрьдегі мемлекеттік өрт қадағалау нәтижесі кәсіпқұлақтың 278 салы қарары талаптарында айрықша жағдайлар болған мемлекеттік қадағалау инспекторлары район аймағында жаңа 75 әдетте өрт қауіпсіздік жағдайы үйреніші болып 66 жағдайда Өзбекстан Министрлігі Комитетінің 2020 октябрьдегі 69 салы қарарында жасалған өрт қауіпсіздік актілері туысындағы ежел талап талаптар орындалмағанша жауапкер шахстарға Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілік кодексінің 210 статьясына жаңа 35.432 жарима жазаларын қолданды. Анықталған көздері сапасыздығы бойынша 1675 жаза көрсеткендердегі жоғары ұйымдарына әдеби басшыларына ұсыныстарға кіргізді. Сонымен бірге Өзбекстан Республикасы Президентінің 2020 жылы 13 сентябрь сіздермен субъектілер жұмыстарға тексеру басу тәртібін жеделдестіру дәрежелер атында 374 салы қарар талаптарында Өзбекстан Республикасы жанындағы сіздермен субъектілер құқықтары заңның ақпарат қорғау бойынша уәкілдер хабардар еткен алда район аймағында жаңа 6 әдеттің өрт қауіпсіздік жағдайы үйреніші болып, 68 жағдайда өрт қауіпсіздік актілерін жауапкер шахстарға 67.568 сомдық жарима жазалары қолданылды. Анықталған кемшілік сапасы бойынша 1223 кәмелетке жаза көрсетулер берілді. Сондай-ақ өрт шығу қаупінде тұрған 22 мекемелер субъектілері компанияларының жұмыстары уақытша тоқтатылды. 21 дана насос электр коммуникациясымен қадағаланған етілді. Паралардың зақым газетінің жандануы, ауа газдары жабылған келушінің жарылуға басқа акциялердің алдын алу мақсатында паралар құралжайларында өрттердің алдын алу бойынша үй hamda mahallalar kesiminde ayakta şartlarda koyulma, rayol gazetelerin, elektrik teminatı hizmetlerinin paraların uyumu, başka uyumlar vergilerinin birlikte olsun boyun alışsalda şirketler, hem de alışsallık konuda üyelde bölümü 97 kuantaları oluştu karşılarlar öğrenmiş oldu. Ürün dağında boy konusu kaderini kullanacağımız 16 para var. Aldığım 592 sonlu cərimə cəzalarını kazandı. Karakterin siyasi hükümleri ayakçılarından hem de bu kayıtlar gazetinin gazetelerin parmak yol basamadıklarının kayıtlar dereceleri olunacağı 208 mertebinin yetimi kartlarında 120 mertebe paralar yıllarında ötürülen dereceleri 6.200 paralar kanıtlandı. Paralar arasında ayakçılarının aldığı olmasıydı. Servisler kim bölümü alıp alınca yani 331 merkeze keyifliğine kalkıyorsunuz gayet taraflar pazarlardan takipçileri iyisi gayet tanımlar belirli. Sonunda internet anlamlarında makalılar yayınlandı. Kocaeli rayonu Ayman'da 2026 yıl 3 ay devamında canım 13 hadisesi hesap bağlanan bu üründe analizde parayı ona şiirli bir paralar parçalar hem olan atrafında bir өрт ауыл қожалығы көшелерінде бір өрт мемлекеттік сектор аймағында, бір өрт механизмдік өзінің ашық айналада, бір өрт автотранспорт құралдарында жүргізілген. Ең тиімдісі бұл өрттерді инсандардың дене күйі жарақатынан алу бұл жағдайлары жүз бермеді. Сондай район аймағы айрықша жағдайлармен байланысты сел, су тасқыны, табиғат басшылығы бірнеше параларында олардың материалдық зиян көрумен байланысты бағасы мәселелер жүз бермеді. Сондай-ақ 2026 жылы бірінші ширек дәуірінде жүз берген өрттер бойынша
Сол Мұртазали, Құндыз, Бағман, Саманкөл, Сүгейлі қоныстарында қызыл аймақтардың өрттердің өсуіне жол қойылған. 412 қысқарымы рахат қаралардан келген 15 мәрте шыққылар Америкасы қаралы айнеге жәрдемдерін көрсетіп барған. Райондағы және районда оны білім беру мектептерінде оқушы жастар арасында жас құтқарушы жарысын район басшысы жарысы өткеріп, жарыстан бірінші орын 3-ші мектеп, екінші орында 15-ші мектеп, үшінші орында 39-ші мектеп иелеп, Қарбастан ісіне жолдама тесін алды, бірақ біздердің сол мектептерімізді екінші орында алайын республика басшысында екінші орында алайын деп тұрмақта өшіргеннен кейін қайтадан жанып кетіп, уақыт созылып кетті, 4-ші орында алып алды республика басшысында. Болмаса екінші орында алып көрген. Уақытта. Сол жерге имамдарға жауапкершіліктің аймағында айрықша жағдайлар бөлімі айлық ішкі санитария эпидемиология Қамшаметов саламаттық бөлімі қызметкерлерімен біргелікте атолизм hamda аз-ауқат өнімдерін захарияның алдын алу бойынша сауда орындарында сауда дүкендерінде өткізілген жұмыстары алып барылуда. Район аймағында ұлы орта білім беру мектептері оқушылармен біргелікте жер сілкінудің алдын алу, жер сілкінгеннен соң қарекеттен эвакуация жәрдемдерін бірінші жәрдем көрсету бойынша оқушының олары тұрақты түрде өткеріп келмек. Құрметті сессия қатысушылар ұсыныс бар еді, сол айрықшалықтардың алдын алу бойынша сіздердің сол министрлікке тиесілі Өзбекстан Республикасының 2015 жыл 20 октябрьда халықтан аймақтарында айрықша жағдайлар сенім қорғау саласы сапа жаңа басшыға көтеру бойынша 185 салы арман қабыл етілді. Оған қоса Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министрлік кабинетінің штаттық этикасында ажыратылған 7 профилактика институты, яғни 28 махалле болатын болса, әр 4 махаллеге бір профилактика институты штаттары ажыратылды һәм қамтылды. Олар сол махаллелерде қызмет алып бару үшін керекті болған махалле мамандарына қызметханалар, компьютер топламалар, телефон басқа да керекті интернеттің кәмелет жәрдем керек болды. Енді әр 4 махалледен бір махалле рәйістері рахмет, Аллахта қанағат берді, енді инвертар компьютер түсініктермен тәмінлеу керек болды. Енді Өзбекстан Республикасы министрлік комитетінің 2019-15 февральда айрықша жағдайлар сапасы үшін қаржы материалдық ресурстарын ауысымын жарату оларды пайдалану қайта тіркеу уақытындағы резервтік сыйлау уақытындағы 70 саны гранатика район әкімдігінің айрықша жағдайлар сапасы үшін қаржы һәм материалдық ресурстар ауысымын басшысы жаратып, жергілікті бюджеттің қаржылар есебінен қаржыландыру барлығы сөз етеді. Қандай да бір жағдай болған уақытта бастаңғыш тәминлеп қалыпты әмелеп тұру. Кейінгі балалардың Захарияның ауа газдалмасынан келіп шығу жағдайынан бағасы қайтістердің алдын алу бойынша ұсыныстар бар. Бұл балалардың жасал құралдарынан ішкі бөлімінде орналасқан қазандықтарын қауіпсіз орынды сақтауға жағдайын тарихи көшіру районында Америкасы құралдарынан ішкі бөлімінде орналасқан қолбасылы қазаннан сертификат әйелім заңдылығы үйлеуші жылыту қазандықтарын орнату режимін орайластырылған жылыту системасының өзгелерін көрді. Район аймағында мектеп һәм мектеп пешкенің білімдері бөліміне қарасты білім беру мектептері көлікке қарсы бірнеше инвентарларының жылдар ауылында толық тәмінленбей жатыр. Бұның нәтижесінде бөлімдерде жедел қаржы ажырату рәсімдері бөлінді. Енді бір жылда әр мектепке 5 дана әкімшіліктен алып бергенде бұл жылдар ауылында сол жерді қамтып алуға себеп болатын. Bahar mavsumida o'saqan yerlarda, yeksil yerlarda, aymoqlarda har sanalari o'rmonlar o'chirib tashlab kerak. To'plangan chiqindilarni o'chirib aymoqlarni olib chiqib kelib o'rnida jamg'arib qo'yiladi. Qaytadan atrofga hamda boshqa insonlar ma'lum bo'lgan material ehtiyojli joylarga tushirgan bo'yicha rayon iqtisodiy ko'rsatmalarining aslida topshirmalar berilgan. Алдымызда мен жазған үшін жақыласып келіп, бұл өткізілген сумен
дихан базарлары, Курсанды, басқа базарларда істелер талебіне су үстемелеріне талаптарын асуына алып келеді. Электр комбинатының артықша күштерінің суын есапталып бұл кезеңде өрттермен келіп шығуына себеп болады. Жас күндері топтасып үстемелері көп болғаннан болған соң бұларға күштеріне жүз береді. Күштеріне жүз бергеннен кейін бұларда өртеледі. Мәселен, осы жылы Ташкент қаласында 5-ші жаңа Бесқорған базарында күшті дәрежеде өрттеріне жүз беру нәтижесінде бұл нәтижесінде сіздердің субъектілері мал мүлкілері материалдық зиян келтіреді. Алдағы уақытта жоғарыда келесі жағдайлар болдырмау олардың алдын алу мақсатында Қожер дихан базары 38 Қожер жауапкершілігі шектелген жәрмеңке Жаһангер жауапкершілігі шектелген жәрмеңке басшыларына тартылған электр кабельдерін сол электр орнату қағидасына және бір мәрте қайта монтаж жұмыстарын әмелге асыру өрттен автоматик қабылдау субъектілері бірден субъектілердің әмелге бойынша объект басшыларына ұсынымдарды жіберуге әмелге жәрдем сұрап қойған. Рахмет. Мархамат Байнача сұраулар бар ма? Менде 3 сұрауым бар. Бірінші сұрау, жаңа айтқансыздар, районында мектеп пен мектеп кемшіліктер бөліміне қарасты ұлы білімдері мектептері, мектеп кешенді күндерде өртке қарсы бірінші инициативалармен жылдар дауында топ тәмамдау бригадалары бойынша қаланы бөлім тарапынан жедел қаржылай ажыратылмағаны бармыз. Соған жәрдем ете ұсынысыңыз. Енді бірақ әріндегі шығарды, әңгімесінде емес. Бірақ көпшілік мектептерде бар ма олар? Өрт өшіру нелер агент үшін бар. Енді сізге бір сұрау. Сіз сол айрықша жағдайлар бөлімі сипатында, сол мектептерде, мектеп кішкене тәлім орындарында сол агенттікшіліктен пайдалануды біле ме өз адамдар? Сол көрдіңіз бе практикалар? Инспектор тарапынан тексеру агенттіктердің уақытта сол общий мәжілістер залында бірінші профилактика видеобөлімдерді қойып берген одан кейін өздерінің сыртта кішігірім ящикте өртті өшірумен өткізіп сондай болады ма үшін пайдаланып біле ме? Мен бір-екі жерде көрдім, ұлыма пайдаланып білмейді ана заттан. Мен сол ойландырып қалды рас айтайын, оны жылтыратып қоя бергенмен не пайдаланып білмесін. Да, мен шығып кетеді. Істемей қалады, басқа уақытты оны бір жаңағыдай заправкілер, тексеріп тұратын сен бір бригада қойың керек. Бар, шығарып көріп ішіне шыға ма шықпай ма, құры суылып тұрған неге бар өртті өшіру не үшін, мысалы. Көргізбей құрал емес, ол пайдаланып қойған агенттіктерді ол жерде постоянно тұратын болғанымен оны шайқап тұру керек, ішіндегі басын тек соны сен бір бригада түзіп, солардың айтуыңыз керек, істеуіңіз керек, тез істеп тұруыңыз керек. Бұл давлениесі газ ішінде несі кислород шығып кететін болмаса қайтадан толтырып қою керек. В общем, сөйлеудегі әрбір адам істеп білу керек, одан қызметкер болсын. Қазір алдымызда 25 жылы кәмелден алынған ұлттар сөйледі, соларға тапсырмалар береді. Ерекеттен штраф сала, енді штраф салды. Жаңа көріп отырған штрафының астында неше басшылардың көз жастырып тұрса, мене тапсы оларды. Ал 7 миллион талебінде керек емес, сама үшін. Сен көрсеткішін істеп кетті, пұл тауы үшін көп мынандай контролер үшін орын. Қадағалаушы ұйымдар, штраф салатын ұйымдар бәрі пұл тауы керек, өзінің фонд бар, кішкентай. Соны пұл түссе, сонымен жазалау, сондықтан пайдаланып. Сондай мақсат қойын, вазифаңыз басқа сіздер. Екінші сұрағымыз, социальный объектілерден мен кеше қатты самалауды көріп, әркіміз ойнап. Көрді ма? Біздерде 24 жеке тұрақ жайларын ұшып кетті. 8 социал объектілерін ұшып кетті. 3 дом қалған детсад мектеп 5. Көрді ма? 3 дом 5 социал объект. Оған аз неше миллиард пұл кетіп жатыр мемлекет бюджетіне. Республика бюджетіне президентіміздің азыр тапсырмасымен үкімет комиссиясы жүрді. Үкімет комиссиясы пұл беріп, соны істетіп беріп алды. Постоянно миллиард пұлды істетіп жүргеннен сіздер өздеріңіз алдынан көріп, мына ұшуға қауіпі бар, ұшып кетуі мүмкін, бұның астына закрепить етуіңіз керек. Оған пәлен сым керек, пәлен жаңағыдай қысып қоятын бір материал керек десе, мен абадаластыруға я басқа строй бригадаларын біздер жаллап, құрылыс карханасын жаллап, соның бәрін алдынан қатырып шығарайық қой астына. Тур ма?
Biz 20 milyard жіберіп отырмыз қордан қорда. Сол 20 миллиард жібермей, соны қатырып қойғанымызда бір бояқ 500 миллионмен әммесін бітіріп етіп қойдық. Соны сіздер айрықша жағдайлардың алдын алу деген сіздердің прямой вазифаңыз. Соны неге ендігіден бұлай істеудің несін шартын қойыңыз керек та сіздер. Бәрі қарарларды, өзіңіздің приказдарын жаза бересің. Қызық емес ешкімге де ол. Әмелі жұмыс қой, әмелі жұмыс. Міне, үшінші соңы сізге шомылу сезоны кетіп жатыр. Әмелі шомыламыз енді. Балалар шомылады, кішкентай адамдар, орта жастағылар, жоғары жастағылар, бәрі шомылады. Дұрыс қанша шомылуыңыз? Хақылеген жерге шомылады, оны кім біледі? Сен білесің, бұл жерде отырғандар біледі. Ал бұл көшеде қазір 9-шы, 8-ші класс оқыған балалар білмейді ғой. Арапта шомылады. Кеше көрдім мына неде, сөйлі каналға қойып қойған. Бұл қурап қалған жыңғылды, бұл қисық бір шақасын тауып, қадап, соны қадап, сөйтіп сөйерге жазып қойышты маған. Ол адам көріп отқан жоқ мынау. Сағыда оған біреу ешкісін байлап қойды, қадағаны. Қаттырақ сөйлей жүрсе кетті. Қисық қап-қара оқыған жыңғылдың қадасы, соған шомылу қадаған деп жазып қойды. Шомылу қадаған деген жазып отырған жазуым көрінбейді де ешкім. Енді қайтуымыз керек соңғы. Сен оны біріншіден біліп қой да, мына ол каналдың бойларына шомылу қадаған деп жазғанменен пайдасы жоқ. Ол пайдасы жоқ та, сол айтып тұрмын ғой. Сол канал, сол жазуға мал байлап қойды, өз мұрақта шомылып алды. Одан пайдасы жоқ. Одан мына интернет арқылы сіздерде неге жаңағыдай балаларыңыз, қыздарыңыз жоқ па, жаңағыдай блогердің вазифасын атқаратын. Формада жүрсін, я формасыз жүрсін. Шомылмаған алқан не болды? Болмаса біздің районымызда екі үлкен канал. Оның қанша тармақлар, оның бәріне ағашқа қыстырып шомылу қадағанда жазғанмен именно сөйірге бар шомылады. Шомылу қадаған деген жері бар, басқа шомылады мысалы. Қандай жұмыстар берген сол? Докладның ішінде жоқ бұл. Бұл бойынша сол ертең шомылу, соңғы қоңырауда бірқатар әңгімелерді ескерту өткіземіз, мектепке барған студенттер әр мектепке бір қызметкерден белгіледі. Одан қалай болса, бір тәжірибе бар еді, әр сол график тасдиқланған қалда күн берміз. Сол ең адамдар көп топланатын жерлерде, мәселен, мектептен, мәселен, жауапкер адамдар қанша қартып алып ойлар жоқ. Сен мектептің нелерімен бірге істесе дейді, графикада аслында көп қауіпсіздік туралы жерлерде. Барған адамдар шығару жұмыстары, мәселен, көпестелерге жүргенменен ол аслында алкоголеміз от жағып отырған мысалдарға қауіпті, бірақ жас балалардың арасынан толық каналдарын қамтып алудың әр жүріп ойнамыз жұмыстар жоқ емес десек графикада. Соңғысы айтып отқанда, жаман қағазбен жақсы істейсің да көрген келмесін. Қағазды қатырасың ба? Мен маған келіп тұрған письмолары, мен бұқаралық қорғану бөлім бастығы сыпатында районында. Сен қағазының барлық бір тиынға келмей қойған. Ол өзің үшін керек. Ол көрген келмесін. Қағазбен істеген жақсы, бірақ қағаздың сенің әмелдерге адамдардың қорғап қалмайды, адамдар құтқарып қала алмайды. Сол үшін мен айтып отырмын, адамдар бағана мәнеметті айтқан кәсіп сізге де тиісті. Сен анау график бойынша мұғалімдер бекітілген басқа мұғалімдер жүр қатап қойғанларын қызық емес. Сен интернет арқылы пайдалан. Сенің основной күшің сенің интернет, сенің сайтларың, сенің жаңағы қызметкерлерің сөйлеу, апай тілде сөйлеп барып, мына шомылсаң, қопал айтқанда, мына шомылсаң азыр неге шомылсаң ойлайсың деген. Қопал айтқанда. Көп сөз керек емес. Пәлен бұйрығы, пәлен министрдің бұйрығылары керек емес өзі. Қорғану бастығының пәлен бірінші санды бұйрығының 4-ші пунктінің 3-ші бәрі астындағы талабын орындамаған сұрағын. Керек емес сол. Жаңағыдай бар, учениелерді жаңағы пайдаланып білесіз бе деп сұрап кеткен. Ал білеміз. Қане пайдалан. Қараса уже есі шықпайды. Бірден өртеніп кетіп мектептің бір шеті құдай көрсетпесін ондай болмады. Жаман айтпай жақсы жоқ деймін, жаман затты айтып істедім. Өртеніп кетіп, ол пайдаланбайды, әмме жүгіріп жүрсе былай былай қашты. Бұл көрдім да онда айтайын. Көрдім, сол көргеннен кейін айтып жатырмын. Пайдаланбайды соны. Магнитушерлер еш пайдаланбайды. Құмды пайдаланбайды, киізді пайдаланбайды. Ана үлкен тұрған сен жаңағы
Ұратығын не темірлерін пайдаланмайды ешқайсысы. Сен соларды аквариумға түсіндіріп, үйретіп, мұғалімге қане істеп көрініп, олардан бір шығарып тастасаң, оны олар басқа мектептер көріп, ол действительно пайдаланып көрейік, мынандай олар Олар әмелі жұмыс көбірек істеуің керек болады. Сізге де сол жаңағы манағатқа айтқан кәдімгі точно соның копиясын жаңа айтады. Себебі сенің әрекетің көптеген бұқараларымызды құтқарып қалады, өмірін сақтап қалады. Аман сау жүреміз. Сезулардың өсімдерді аман сау өткереміз. Сенің әрекетсіздігің, сенің қағазың көптеген бұқараларымыздан айырылып қалуымызға душар етеді. Соның үшін қағаздардың бәрі жиыстырып әмелі жұмыс қылып конкретно. Мен білемін, жақсы істесең, сауатың бар басқа, бірақ әмелі жұмысты халыққа түсінікті тілде түсіндіріп, барып үйлерде газет басқаруы өзің болмаса болмайды. Қызметкерлермен сөз біздің жаңа айтқан бір мысал. Пәлен километр біздің каналдарымыз жапсалмаларымыз бар, бірақ оған таяқпен ұстап тұра алмайсың. Шомылу қадаған деп тұра алмайсың. Мүмкін емес ол қадап. Бірақ олар мүмкін емес онда сен басқа жерге мынау арқалы ашып жібересің 30 секунд. Шомылма, балам, шомылма, інім. Ақсақал шомылма мынандай жерде болмайды. Денең қызық деп шомылма. Қасыңа врач абатқайды, абатсаға врач береді. Врач береді, медсестра береді, түсіндірсің, денең қызып кетіп тұр, бірден суға тастасаң, өлдің, болған. Тамырың тартып қалады, суға мантыраса кеттің. Сен ешкім құтқарып қала алмайды. Ата-анаң жазылып қалады сіздің. Сен ол ешкім қарап тұрған жоқ, мектепте оқушысын ба, жас өркөзін арақты іштің, пиваны іштің, шомылдың, өлдің болған. Бала-шағаң зыржылап қалады, жетім болады. Сен соны білесең бе, түсіндір прям. Шомылайын деп отырған балаға, я жаңағыдай пикник қылып, каналдың бойында отырған. Пикник қылсаң қыл, бірақ тоғайды өртеме, шомылма. Тоғайды түсі екі жақтан бекем бол. Бірақ аяғын түсіп жата бер, шашын істесең бе, басқа зат қылсаң ба. Болыңыз олай. Сіз де бұйрықтарыңыздағы, өзіңіздің тапсырмаларыңыздағы функцияларыңызды, ол өзіңіздің жұмысыңыз, бірақ халықпен істесу, басшылармен істесуде жаза қолданбастан, ілтимас сенден жаза қолданбастан, әмелі істеп көрсетіп, көп, кішкентай жаңағыдай ролик болғанда сен 3 минут, 4 минут роликтердің бәрін көріп отырамын. Қарап көріп отырамын. 30 секунд 1 минут. Айтып тұрмын ғой, 1 минут Инстаграмның заманы. Инстаграм 1 минуттың өзі зорға көріп отыр, бізді кейініне өткізіп жібереді. Бір блогерлер айтып, кейініне өткізбе дейді ғой, мысалы ізінде ақырын көр, ақырын. 1 минуттан көрмейді да адам. 3 секунд. Сен оны тартуың керек, сен жаңағыдай әмелі заттарың. Бірақ рәсми емес, спорт. Рәсми затты ешкім көрмейді. Мен үшін сұрағым бар. Рахмет. Мархамат. Ассалаумағалейкум, елордалықтар. Құмбыз округ депутаты Пірімбетова Наргизова. Білесіз, біз әлгі мұстақыл ауруханалар жинда жаңа 14 салы орта білім мектебінде су сақлағыш бар мектеп атырапында. Сол жерде су жоқ деп, 1-2 мәрте штраф салып кетті да маған. Енді бұл жерге су сақлайтын, су баратын жоқ қойылды. Су сақлағанменен ұзағы 3 күннен су тартып кетеді жерге. Бірақ қазіргі күнде сол машқала болып тұрды маған. Неге салды штраф? Су жоқ болғалы үшін. Енді мен ұсынысын тәкелім соны бір біздердің мектептің несінен худудынан алып тастап, оған не қып берсеңіз, себебі қазір уақытта тексерулер келіп, сіз болмасаңыз республикадан келген тексерулерді құрмаған жәрдем болғандықты да бұл. Соған жәрдем беріп, соны алып тастап, ол сіздің балансыз екен, біздердің ұлыма немізге кірмейді келді, оны біздер жоғарғы министр сұрашып айтқанменен болуға деген. Су сақлау объектінің ішінде тұрды ма? Объектінің ішінде тұрды. Ол объектінің ішінде тұратын болса, қазір ойнаған болса, су сақлағыш кірген болса, гидрант кірген болса, объектінің ішінде объект жоқ береді да? Сен сол объект жоқ тұрды ма? Гидрант есаты жоқ, ол бұрынғы СССР-ның уақытынан бері қалып қойған дейді. Ол ешқандай пайдаланатын емес те, ол қашан оны актыластырып не қылу керек. Үстін жауып отырған неңіз бе? Мен үстін жауып қойдым, себебі мен өмірге директор болып барғанда балалар үстіне ойнап жүрген, ол тұрған түсіп кетсе 12 метрдей шұқыр бар, көміріп қалған, қазір уақытта 9 метрда шұқырлығы. Кейін мен ана шыққан шекардан үстінде жауып қойдым, қайда. Қытайдың қалпағындай. Көрдім. Кешіп бердің ғой мәселе? Сол мәселе шешіп бердім. Ендігі жыл және саласаң штраф болау ғой. Баянатча сұраулар бар ма?
Marhamat, Jomurza. Assalomu alaykum, hurmatli Jeniz Murodov, hurmatli deputatlar. So'rovim bor edi. Bugungi kunda bilmay yurib bizlar o'sha bekmesinden biz yani pazar meydanımız hep bu üzerine köylü hizmetler üstünlüğünü şahslar uygulayıp bizlere tez telefon buldular var. Bu pazar meydanı arasından bana bir şey falan oldu. Bu kanda eskilerinde teslim istiyorlar. Son kazına paralarım böyle olur değil mi? Oradaki üstünde olacağız. Sonra orada oldu bu hizmetler Röpkeşlik'in cemiyetiyanın Mustafa esini açtı olarak da koordinaması uzandı. Ama hazırdan basılatta sebebi şartlamanı olan Mustafa olduğunu görsün, bana görüşlerimiz gazete görüşlerimiz toplar. Onların oğullar derecedeki spesialist kaniyesi yok önceden. Benim oğul boyunca oğuldan oyun doğrusu ulaştırılmış yok. Просто bilgileri hem de orada hazırlamayı söylüyor mu artık? Nasıl yapıyor? Bunlar şartlama sürede 100 son olsa, mesela şartlama kumu 20 son olsa ve de 20 var desem, o 20 ağızdan düşüp gidebilirler. Bırak arkadaşlar hep parayla da aldaymasını bu. Ben bana aklımda şu 20 son basar eski toz olmuyor. İş mi olur? Bir neçe paralar arızası bu boyunca şu bana yapmışsın, bu boyunca işinle ediyor. Onu o paralarla sorak paralar olardı. İyi sonunda hizmet kılan Rastanam, Yunus Kalası'nda bir iki şubetim var. Rastanam, onu da sevdi. İstiyle, kakolu şartlamasıyla mayla hizmetin gösterisi verilir. Onu uyguladığı olsa, ona iyi, zaten artık yerine gidelim benim Allah'ın memnuniyetlerini, o yüzden postların içindeki o ellerine şu olanların bölümleri oluyorsa, onlar aslında söz bayramı yapsınlar, kız ballardan alınlar, barganda kurbadan eskine şahısla söylesin, anlıkta uydurma meselesi görülüyor aslında görülüyor. Sodan, olan her bir şartnamadan belki nasip bu, çok inspektörü verilir. Onlar sonday psikolojisi, bırak sizin hakikinde gazetelerin gözümüzün bırak hizmetlerler, hiç kadar ulan soramayın. Ulan tek zorlama verir, zorlama arkalı, belki o bölümü doldurur, çünkü çocuklarına girmesin. Енді ол затты тоқтата алмайды жолда олар да сіздермен тақсы бар қызмет көрсетуге әмме тарау бойынша қызмет көрсетуге өзінің фирмасын ашуға жаңағы МЧС-ін ашуға өзінің ақысы бар бірақ бұқараның өзінде де ол сіздер айтуыңыз керек әркім келген адаммен егер сыпатылы қызмет көрсетсе жүзбеу егер жүзіп қойған болса ол қызмет көрсетпеген болса онда шарттаманың бір нұсқасын бер маған деп айтсын şartlamasını almasın kolunda. Şartlamalı şartları var mı? Sonuçta benim aytan kımaya bir tasarım yani mayla verilmedi, gazını koyup verilmedi. Tutmuşlar cemiyete müracaat kılsın sağlar. Söyleyip istenekte oldu. Onun yüzde biri falan. Bu cemiyet erkek sizden yazsa o size arasanız. İkinin arasında oldu. Paralarımız bile sağda kurban kolunda stansiyada bölüm soğukasına varma degen ömürde Zorlu gibi parası karnı çok boşlar. Ben bu yüzden sistemde söylediğim, hani üstüne bir şey dedim, arasında karnıda maaşlaması dedim. Bırak bundan da değil. Şimdi para bu yüzden neden o? Sıra orada seyirciler kaçasın süzüp, neyse doğru. Ya олардың айтып отырғаны орында емес та сізге қызмет көрсетіп береміз егер сондай болған жағдайда алдағы уақытта деп айтады. Олар пұл беріп жібереді 20 сом. Кейін газ жаңағыдай семет болыпты, звонить етсе жоқ. Соған жалып алады. Енді бұқараның өздерінің несінде. Соның үшін сіздердің ойыңызға айту керек. Анау күні дүзбе, мынау күні дүзбе деуге хақың жоқ. Сен өзің еркінде де, о адамды сендіріп білсе, барғаны, жаңағы қуатты айтқанда сендіріп білсе, бұл дүзсе бұл болды. Енді егер ол сертификаты жоқ, тізімнен өтпеген, сондай формандықтар бар, кейін тіктіріп сөйтіп жүріп, алдап жүрген адам болмаса, онда профилактика инспекторға шара көру үшін тапсыру керек. Ол басқа. Дұрыс па? Ол басқа. Баянатчы, сұрау ұсыныстар бар ма? Құрметті депутаттар, құрметті жиналыс қатысушыларына. Ұсынсам сұраулар болмаса, менде бір ұсыныс бар. Құрметті хатгер,
Mana hozirgi shechim joybarini bugungi sessiyada bildirilgan fikrlarni kiritish kerak. Hozir shomilov masalasi aytib o'tildi. Joybarda основной iskazi so masalada qaratilgan ekan. Hozir mana maktablarda aytilgan жаңа uchrashuvlarda o'tkazuv, uchinyalarda o'tkazuv qaror joybarini kiritib, keyingi hisobotlarında, misol uchun turaq komissiyaning jinoyatlarida yo'qsa keyingi sessiyalarimizda hurmatli Ayriqcha жағдайлар bo'lim boshlig'idan bu masala bo'yicha hisobotni olamiz. Boshqa so'rovlar bormi? Boshqa so'rovlar bo'lmasa, qaror joybarlar shechim joybar tasdiqlansin deb deputatdan da'vo berishni so'rayman. Razi, qarshi bekdir. Rahmat. Hurmatli deputatlar, siz bilan birgalikda Xalq deputatlari qo'yilgan kengesining 23-sessiyasida qo'yilgan masalalar to'lig'ini ko'rib chiqildi. Kimda usul ham fikrlar bor? Eğer yo'q bo'lsa, hurmatli deputatlar, sessiya tasdiqlangan stajlar dasturlarni belgilangan vazifalarni saqlagan muddatlarni o'rinlanuvini ta'minlash borasidagi ishlaringizga rivoj tilayman. Usulim bilan Xalq deputatlari qo'yilgan kengesining 23-sessiyasini shaboq deb jariyaladim. Rahmat.